Dun, 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 dun. Қайырлы түн, құрметті достар, қалайсыздар? Жет түнде шығып алғам үшін айыпқа бермаңыздар. Өйткені 8-ші сабақты аяқтай алмай кеттім. Анда-мында командировкада болып. Квантовый скачок 2 курсының тегін курс. Бүгін 8-ші сабағын жасаймыз. Сонымен 8 сабақ өтем дедім, сол 8 сабақты өттім. Одан алдын квантовый скачок деген сабақ курс бар. Ол да тегін 7 сабақтан тұрады. Сонда 7 сабақ, қосу 8 сабақ, 15 сабақ. Ол сабақты, квантовый скачок деген тегін сабақтарды мен 14-ші тамыз күні бастаған екем. Ардақ Қатарбаев ұстазымызға, ағамызға рахмет, кезінде күшті білім берген, бізге алғашқы бизнесті үйреткен. Кеше кездесуден кейін біраз қуаттанып қалдым дейді. Рахмет, Ареке, рахмет. Сондықтан бүгін квантовый скачок 2 тегін курсының 8-ші соңғы сабағы. Жалпы 14-ші тамыз күні бастаған, мен 7 күн қатарынан 21-не дейін, 20-ші тамызға дейін 7 сабақ өттім квантовый скачок деген. Ол тұр парақшада, актуалкада. Сосын ішім пісіп кетті де, тағы да адамдармен көбірек білім берейік деп, бір 7-8 күннен кейін ба, 10 күннен кейін тағы бастаған болатынмын. Бір 5-6 күн ба, бір апта деймін ары кетсе. Бірақ адамдарда алдыңғы біріншідегідей қатты қолдау болған жоқ, өкінішке орай. Ондай бір халықта құлшыныс көрген жоқпын. Сондықтан мен квантовый скачок 2-ні бірақ 7 сабағын күшті өткізім, 8-ші сабағын аяқтауды қалай аяқтарын білмей қалдым, шыны керек. Ана недегідей баяғыдай құлшыныс жоқ та, біріншісіндегідей. Яғни адамдар түкістегісі келмейді, бірақ байғысы келеді да, жалқауда, көрдіңіздер ме? Байы үшін біраз еңбек ету керек, білім алу керек дегендей. Түк ойбай, бетім-ай, ұмытып қаптым құдаш, қалай нені қалай өшіріп қосып, комментарийді өшірем деп. Сондықтан, құрметті достар, квантовый скачокты мен өткен жылы үйрену үшін 30-40 миллион теңге ақша жұмсадым. Қаншама көз жас кетті, маңдай тер кетті. Терлемеген жеріміз қалмады. Маңдайымыздан бастап шашымызға дейін жылады, бүкіл денеміз жылады. Өте көп ақша салдым. Мен бұл квантовый скачоктыға шығу үшін, бұны адамдарға үйрету үшін, бұны жұрт қарапайым тілде түсіндіру үшін мен біраз кітап оқыдым. Қаншама білім алдым. Оны сіздер келіп бір-екі сабақтан тегін сабақ қарап алып түсініп кетпейсіздер. Әркім өзінің тыңдағысы келген нәрсесін тыңдайды. Естігісі келген нәрсесін естиді. Өзінің сол бұрындан біліп жүрген, просто сол нәрсеге подтверждение алады да, мен де осылай ойлайтын едім деп, содан бір инсайт пайда болады да, денеде эмоция пайда болып, содан нәтиже шығарады. Сөйтіп жүреді жалпы. Мына 7 сабақ, бүгін енді 8 сабақ, общий 15 сабақты қарасаңыздар, білмеймін, егер осы 15 сабақты дұрыстап, қарап, не істейтін болсаңыздар, кәдімгідей конспектлеп тұрып оқитын болсаңыздар, сіздерде енді бір көп нәрсені түсініп қаласыздар. Мен сол бір жылда алған бүкіл инсайттарым, білімімнің бір 80-90% түсініп қаласыздар. Бірақ ол түсіну бір бөлек, айналаңда жаңағыдай. Мына жақтан мені мотивация алып, айналаңда говно болып атса, айналаң тоғы боқ болып атса, ол бәрібір дамымайсың. Айналаңа байланысты, үйіңдегі атмосфераға байланысты, көршілеріңе байланысты, тұратын ауылыңа байланысты, тұратын қалаңа байланысты, тұратын көшеңе, сол районыңа байланысты, олайша айтқанда. Ол ана мына жерде мотивацияны алып, аналарға барсаң, күлесе жынтысың ба, есің дұрыс па, кредитін төлесең, не істеп жүрсің дейді. Мазақтап жүреді, сосын айтпайсың, көрдіңіздер ме? Сондықтан квантовый скачок деген 2-нің бір түсіне бермейді. 2-нің бір түсіне бермегені де жақсы бір жағынан. Өйткені барлығы түсініп кетсе, Қазақстан Сингапур болып кетеді. Баяғыда Америка, Сингапур сияқты бір топ 10 мемлекеттің қатарына кіріп кететін еді егер. Халықтың құрығанда бір 30-40% түсінсе, квантовый скачокты. Сондай деңгейге кетіп қалады. Бірақ біздің халық оған әлі страдающий деңгейде жүрген халық,
қиналғысы келеді, жылағысы келеді, агрессивный, ұрысқысы келіп тұрады, төбелескісі келіп тұрады. Күлетін жерде күле алмайды, жылайтын жерде жылай алмай, іштен тынып жүрген халық болғандықтан бізге әлі квантовый скачоктықты түсінуге әлі біраз жылдар керек. Анау әртүрлі секталар келіп миды бір улады, әртүрлі жаңағыдай фенчуй, мейчуй деген сияқты эзотерикамен келіп әрқайсысы бір улады. Сонымен біздің халықтың санасы уже дүбәре болып қалды. Қайда барарын білмейді, кімге сенерін білмейді, қайда барарын білмейді. Дұрыс ақпарат жоқ, дезинформация. Ақпарат бар болса да қате ақпараттар, толық емес ақпарат болғандықтан халық абдырап қалды, халық ешкімге сенбейтін дәрежеге жетті. Квантовый скачок деген ол ғылыми тәсіл, ол мен ойлап тапқан нәрсе емес. Соны мен өзім қазақшалап методика жасап жатырмын жайлап. Осыны бір күшті бір ғылымға айналдырғым келеді. Күшті бір оқушыларға арналған квантовый скачок, студенттерге арналған деген сияқты, мемлекеттік қызметкерлерге арналған деген сияқты, әр салаға жіліктеп бір ғылым қылып ашқым келіп жатыр. Сондықтан бұл нәрсе өте үлкен білім негізі жатқан. Құдайдың бергені бар, өзіміздің жиған келгеніміз бар, бәрі қосылып жаңа деңгейге шығып жатырмыз. Өзімнің басымда күнде квантовый скачок болады. Маған кездескен адамдардың барлығы шетінен байып жатыр енді. Құдайға асылық айтқаным емес, бірақ асыра сілтеп айтқаным емес, құдайшылығын айтайыншы. Кездескен адамның, сөйлескен адамның бәрінде клиент көбейіп, ақша көбейіп, сұмдық болып жатыр. Тренингке қатысқандардың барлығында ондай емес, себебі тренингте көзі бақырайып түсінбей отыратындар көп. Себебі тренингке келгендеріне көбісі сабақ, көп адамдар тренингке келеді, бірақ сабақты қарамайды екен. Сіздер мына 15 сабақты болсын, бүгінгі қосқанда общий 2-7, бірінші квантовый скачоктегі 7 сабақ, квантовый скачоктегі 2-дегі 8 сабақты қарасаңыздар, менімен кездесудің маңызы болмай қалады. Менімен сөйлесудің қажеті жоқ. Ал кездесетін болсаңыздар, уже серьезный ақшамен, нормальный ақша жасап келіп сөйлесесіз. Бірге нұреке 1-2 ай жұмыс істейік, 5-6 ай жұмыс істеуге бола ма, 1 жыл, 2 жыл қасыңызда қызмет етіп жүрсек бола ма деп, ұстазға қызмет деген болады. Мен мысалы халыққа қызмет етіп отырмын. Маған егер көмектесетін, қызмет ететін адамдар болса, біз Қазақстанда өте көп үлкен жұмыс жасаймыз. Сізде энергия да болады, ақша да болады, атақ та болады, абырой да болады. Тойда бірінші болып сөйлейсіз, тойда соңын сіз жабасыз деген сияқты, тойда төрде отырасыз, сыйлы қонақ боласыз. Бар жақсы сыйлықтың барлығын сізге береді, күшті тосттың бәрін сізге береді дегендей, кәдімгідей Құда жекжат ағайын тумаң алдында абырой беделіңіз көтеріліп қалады. Әрине ол үшін сізде не? Бізде мен өткенде тренингте сұрадым адамдардан. Байығымыз келеді, квантовый скачокқа қалай байымыз дейді. Мен айтамын, сендер 8 сағат жұмыс істейсіңдер, бір жерде. Иә дейді, мемлекетте істейсіңдер, бизнеспен айналысасыңдар. Барлық істеп жатқан істеріңіз ақша табасыңдар деймін. Иә дейді. Ақша таппайтын немен айналысасыңдар деймін да, мен тегін бір нәрсе істейсіңдер ме, қоғам үшін, ел үшін, атамекен жер үшін бір тегін бірдеңе істеп жатсыңдар ма десем, бәрі бір-біріне қарайды. Ешкім былай қолын тегін қимылдатқысы келмейді. Мына нәрсені вилканы мына жерге алып қойғанына ақша сұрайды да өздері. Сөйтіп мемлекеттен, мен сияқты адамдардан тегін бірдеңе күтеді. Ал өзі адам баласына тегін бірдеңе істемейді. Тек таңнан кешке дейін бірдеңе сатумен айналысып жүреді да, содан кейін байымайды ол. Бізге Алла тағала 100% энергияны біз достойны болған үшін біз берген жоқ. Біз лайық болған үшін, біз шынымен де сол 100% энергияны дұрыс жұмсайтын болғандықтан, немесе біз күшті, жақсы, бір сабырлы, иманды жүзді, бір момын болған үшін, мумин болған үшін берген жоқ 100% энергияны. Просто адам болған үшін береді бәріне. Жақсыға да, жаманға да, арамға да, адалға да, иманды барына да, имансызына да, имандысына да, кәпіріне де, мұсылманына да бәріне 100% энергия береді. Бірақ бір адамдар бар, иман жүзді, қоғамға, елге пайда тигізейін деген. Сол 100% энергияның біз ары кетсе 20%-ын ғана сатамыз. Яғни бірдеңе бизнес жасауға, ақша жасауға 20%-ын жұмсайды екенбіз. Қалған 80% босқа кетеді, былайша айтқанда. Сол босқа кетіп отырған энергияның құрғанда хотя бы 20%-ын алып, мысалы 4 сағат күніне бір 3 сағат ақша табатын жұмыспен айналысасың. Шындап келгенде біз 8 сағат жұмыс ешкім жасамайды Қазақстанда. Егер халықтың бәрі тоқтамайды, таңнан кешке дейін сол 8 сағатын 100% продуктивный қылып өткізетін болса, біз баяғыда Жапония болып кететін едік. Біз 8 сағаттың ішінде ары кетсе 2-2,5 жарайды, күшті жұмыс істеп кеткенімізде 3 сағат жұмыс істейміз. 24 сағаттың былайша айтқанда 8-ден 1 бөлігін ғана ақша табуға жұмсаймыз.
көрдіңіздер ма? 8-ден 1 бөлігін. Сол жарайды 3 сағатта ақша тауып жүрсін, нәпақаны тауып жүрсін. Біреу 1 миллион табады, біреу 500 табады, біреу 300 тапсын, біреу 150 тапсын. Тағы бір 3 сағат энергияңды, хотя бы уақытыңды халық үшін, ел үшін істегенде біз баяғыда Жапония болып кететін едік. 1945 жылы Жапонияда тамыз айының басында, сол қателеспесем, 3 ма 5 ма 10-на дейін әйтеуір Хиросима мен Нагасакиға Трумен деген кісі Америкадан не жіберді, атом бомбасын лақтырады. Сөйтеді Хиросима мен Нагасаки тегістеп тастайды, Жапония аға жалау көтереді қыркүйекте, болды жеңілдік деп. Сол 45 жылы Жапония не істейді? Шаруасы бітіп, еңсесі түсіп, халықтың рухы түсіп кеткен, быт-шыт болып жеңіледі екінші дүниежүзілік соғыста. Сол кезде енді ол империя ғой, не ғой, монархия ғой. Жапония деген мемлекет конституциялық монархия. Конституциялық монархияны басқаратын император. Сол император радиодан сөйлейді. Құрметті халқым, құрметті ер жүрек, батыл, қайсар мінезді Жапон халқы. Бізді Америка, бүкіл әлем жабылып, бізді жеңді. Америкасы бар, басқасы бар, Франциясы бар, Англиясы бар, бәрі жабылып, бізді таптап тастады. Біз қазір еңсемізді түсіріп, рухымызды өшіріп, осы күйде жеңілген күйде қалатын болсақ, біз Жапон деген ұлт әлемнен жоғалып кетеді. Бүкіл әлемде Жапон ұлты қалмайды әлемде. Бізге еңсемізді көтеру керек, рухымызды көтеру керек, жұмыс істейік дейді. Технологиямен айналысайық дейді. Жаңа технологияларды меңгерейік. Ел бәрібір Жапон аптасына 6 күн ақшаға 7 күн жұмыс істейді. Ол жапондарда мынандай екен, 6 күн жұмыс істейді екен сол заманда. 1 күн демалады екен жексенбі күні. 1 күн демалыстарыңызда демалмай 1 күн жұмыс істеңіздерші деген ғой Жапон халқына. Ел үшін, халық үшін, атамекен жер үшін, ұлы Жапон халқы үшін, Жапония үшін 1 күндер тегін зарплата алмай жұмыс істеңіздерші деген ғой. 1 күн тегін жұмыс істеңіздерші деген. Сонда біз әлемде өзімізді кім екенімізді көрсетеміз деген. Содан 45-тен бастап, бұлар бір 50-ден, енді 47-46-тан бастап, шамамен бір 50 жыл аптасына 1 күн тегін жұмыс істеді бүкіл жапондар. 90-шы жылдың аяғына қарай қазіргі заңда жарайды. 60 жылда дейікші. 60 жылда әлемдегі 3-ші экономика, әлемде 5-тікке кіреді экономикалық жағынан. Технология жағынан да 5-тікке кіреді. Бүкіл Жапон халқы 1 күн тегін жұмыс істеді. Ел үшін. Біз қазақ 5 күн жұмыс істейміз, 2 күн жатамыз. Кредитіміз батып, кредитке батып, көтенің жалтырап отса да, жаттып 2 күн демалады, беті былш етпей. Сосын еще анандай әңгімелер шықты. 4 күн жұмыс істеп, 3 күн демалады екен деп. Мен айтам, 1 күн жұмыс қыласаңыздар, дүйсенбі күні жұмыс қылайық, болды. Қалған күн жүре берейік, той-тойлап, жаңағыдай. Кредитке той-тойлап, бір-біріміздің үйімізге барып, жаңағыдай қаңғырып жүре берейік кафе ресторанда, арзан сыра ішкенімізге өтірік жаңағы тойдың жаңағы 1 жылдан жаңағы тойский әндерге билеп, жаңағы қарнымызды қампиып шығып кетіп, жаңағы тамақ жегенімізге қуанып жүре берейік онда. 1 күн жұмыс істейік, дүйсенбі, 6 күн демалайық. Ақыры сөйтеді екен да, сондай да. Итак, Қазақстанда 365 күннің 3-тен 1 бөлігі 120 күні демалыс. 120 күн демаламыз біз. 2 күн, 3-ші күн демалыс. 2 күн жұмыс істейміз, 3-ші күн демалыс біздің Қазақстанда. Мен санап шыққам, суббота, воскресенье бәрін санап шықтым календардан. Одан бөлек ана құрбан айты бар, тағы бірдеңе айты бар, жаңа жылы бар, наурызы бар, анауы бар, мынауы бар, қосқанда 120-123 күн демалыс Қазақстанда. Масқара ғой, масқара. Каждый третий день это у нас отдых, түсінесіздер ме? Отдых. Біз бұндай жалқаулықпен, біз бұндай еріншектікпен, біз бұндай енжарлықпен ешқашан қарыздан шықпаймыз. Біз ешқашан ұлт ретінде, ел ретінде ешқашан дамымаймыз. Коррупцияға батып, барған сайын нашар президент келе береді. Барған сайын нашар президент келе береді. Назарбаев келді ма? Назарбаевтан Тоқаев өткен нашар президент болады. Тоқаевтан өткен тағы бір нашар президент келеді. Келесі президент мына президенттен де нашар болады. Одан кейін одан сайын нашар бола береді. Егер халық өзінің еңсесін көтермесе, рухын көтермесе, ел болып бірігіп еңбекқорлық етпесек, біз ешқашан ұлт ретінде, ел ретінде бір алдағы 100 жылда болмайды. Бірақ сіздерге қуантатын нәрсе,
халық арасында осындай квантовый скачок деген теманы, квантовый скачок деген бір адамдардың бір арқасы бар адамдар, кішкене бір кітапта жазылмаған, мектепте үйретпейтін, университетте үйретпейтін нәрселерді сезетін адамдар бар. Қазақстан әулие әмбелердің жері, әруақты елміз біз негізі. Әруақты дейді, әруақты екен дейді бір арқасы болса. Арқасы бар, әруақты деген ол жаман сөз емес. Ол құдайдан безген адамдар емес, олар наоборот ең құдайға жақын адамдарды сол әулие әмбелер деп айтады. Сондай әулие әмбелер кезінде біздің қазақ даласында өте көп болған. Өте көп болған. Баста бір Маңғыстаудың өзінде 362 әулие дейді. Негізі ол біз білетін, біз санай алғанымыз 362. Меніңше бір 1000 әулие болған ол жақта. Жоқ дегенде бір Ақтаудың өзінде. Оның жанында Ақтөбе бар, Атырау бар, Орал бар. Жоқ дегенде бір 3000, 2500 әулие бар ана батыс Қазақстан, батыс Қазақстан өңірінде, ол да 4 облыста. Мына Қызылорда тұрған әулие әмбелердің мекені. Қызылорданың бәрінде тас лақтырсаң бір атаң басында тиеді. Шымкент, Шақпақ ата, тағы бірдеңе ата, Бәйдібек ата деген сияқты Шымкент ол әулие. Батыс қай жерде қазақ тілі бар, батыстың бәрі әулие әмбелердің жері. Оңтүстіктің бәрі әулие. Тараздың деген ойбай әр тасын көтерсең тарих шығады дейді. Оның бер жағы Алматы облысы. Алматы қаласы бар. Біз былай Қазақстанның ортасын білмеймін, бірақ мына шет жағындағы шекаралас қалалардың барлығында, облыстардың барлығында әулие әмбелер бар. Жоқ дегенде бір 30-40 мың әулие болған біздің Қазақстанда өзінде. Өзбекстанда да сондай, Қарақалпақстанда да сондай, Ташкентте де сондай. Қырғызстанды білмеймін, бірақ Өзбекстан мен Қазақстан точно әулие әмбеге толған кезінде. Сөйтіп, не істеді? Ана культура келді, мына мәдениет келді, анау келді, мынау келді, секталар келді, бір діні келді, басқасы келді, әйтеуір құрт жіберді осы. Біз өзіміздің қасиетімізден арылып қалдық былайша айтқанда. Біз өзіміздің дәстүрімізді, біз өзіміздің діңгегімізді жоғалтып қойдық. Дін деген сөз ол дін деген сөз, діңгек деген сөзден алынған. Діңгек деген сөз ол стержен деген сөз. Адамның бойында былай стержен болу керек. Стержен болмаса былай қиқалаңдап кете береді. Америка келсе американец болып кетеді, орыс келсе орыс болып кетеді, араб келсе араб болып кетеді. Тағы қандай ұлтта жапон келсе жапон болып кетеді, кей-поп келсе кореец болып кетеді. Сондай діңгегі жоқ болып қалады. Тексіз болып қалады да, тексіз. Енді қазір осындай кішкене қасиеті бар, әруақты адамдар қайтадан көбейе бастады. И олар бұрынғыдай көше аралап, жаңағыдай бомж болып жүріп, немесе андай бір дивана болып жүріп, андай бір дервиш болып жүріп, олай әулиелік жасамайды. Олар кәдімгі ақылды, күшті машинаға, күшті интернетке отырып алып, толковый әңгіме айтады, кітаппен байланыстырып айтады, біз сияқты да мысалы. Сондықтан енді бізге квантовый скачок жасайтын кез келді. Квантовый скачок жасағанда ана билікті бар төңкеріп тастаңыздар, немесе бар көшеге атып шығыңыздар деген нәрсе емес, ондаймен шешілмейді. Маңдайыңа атып өлтіріп түрмеде шіріп өлесің. Ол болмайды, не вариант ол. Көрдіңіздер ғой, бір-екі рет көрдік, болмады. Бізге қазір төменнен дами беру керек, интеллектуалдық тұрғыдан, рухани тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан, ең бастысы юридикалық тұрғыдан сауатты болуымыз керек. Заң тұрғысынан сауатты болуымыз керек. Әрбір әңгімен, мәтінмен, текстпен ұрып отыру керек қой, сарт. Бірдеңе ма хат жазып, бірдеңе заявление жазып тұратын жалма кішкене сондай болу керек. Ол сауаттылықтың белгісі, ол демократияның белгісі, ол цивилизацияның белгісі. Заявление жазу, договормен жұмыс істеу, арыз жазу, соттасу деген ол нормальный. Америкада күнде әкесімен баласы, шешесімен әйелі соттаса береді ол. Соттасу дегенде бір ойбай ата жауыңды, ата жау, жеті атамыз жау болып кетеді деп қабылдауың керек жоқ. Ол процедура. Анау сотқа береді, мынау сотқа береді. Нормальный. Каспий голдың жабылып қалады, шекарадан шыға алмай қаласың деген сияқты ондай болып тұрады. Біреу 100 000 теңге үшін соттасып отыр, біреу 100 миллион үшін соттаспай жатыр. Әркімнің деңгейі әртүрлі. Бірақ біз сауатты ұлтқа айналуымыз керек. Тоқетері сол, квантовый скачокты мен шырпыр болып, бір айда 15 сабақ өттім ғой. 14 тамызда басталды квантовый скачок, бір деген жоқ, просто квантовый скачок. Бір деген сөз ғой енді почти. Ода 7 сабақ өттім, міне бүгін 8 квантовый скачок 2-8 сабақ, общий 15 сабақ өттім. Әрқайсысын 2 сағат сөйледім мен, бірі 30 сағат сөйледім. Егер сіздер менің 30 сағат әңгімемді тыңдаған болсаңыздар, сіздер мені өте жақсы түсінесіздер. Көрген жерде құрметтеп, кәдімгідей рахмет Нұреке деп айтасыздар, егер менің 30 сабағымды көрген болсаңыздар. 30 сабақ жетпеген болса, миға жетпей қалған болса, интернет дұрыс істемей қалып, бала-шаға жылап, анау шулап, мынау шулап, 30 сабақты тиіп қашып өтір, 30 сағаттық
15 сабақты тиіп қашып қараған болсаңыз, значит сіз дайын емессіз. Егер сіз сабақтарды толық қарай алмаған болсаңыз, бір-екі сабақты қарап, мә күшті айтады екен мына кісі деп ойлаған болсаңыз, демек сіз әлі маған жоламай қойғаныңыз дұрыс. Сізге әлі еще расти, еще раз расти. Растишка ашу керек сізге. Растишка ашасыз, бойыңыз өседі, миыңыз өседі, сосын келесіз, жарай ма? Әзірге болмайды сізге келуге маған. Әлі мен қазір жақсы фильтрация болды бұл. 15 сабақтың нешеуін қарадым деймін, болды. Адам деңгейі білінеді. Ол жалқау ма, енжар ма? Мен бірінші жалқау, еріншек адамды солай білемін. 15 сабақтың қаншасын қарадым? 3 сабақ қарадым, 2 сабақ қарадым, 1 сабақ. 15 сабақты аламын да, бір күнде таңертең тұрамын да, бәрін өшіріп тастаймын. Қаластыр сосын ана неден жаңағы бұрынғы жазба мұрасынан айырылғанда ұлттар сияқты болып, тарихы жоқ ұлттар бар қазір әлемде. Тарихы жоқ, өзінің мұрасынан айырылып қалған, мәдени мұраңнан айырылып қалған сияқты, квантовый скачоктық біліміңнен айырылып қалған сияқты отырасыздар 15 сабақты өшіріп тастасам. Сондықтан пока Нұрекең добрый болып тұрғанда, жомарт болып тұрған кезде, Нұрекең кәдімгі настроениесі жақсы болып тұрған кезде қарап алыңыздар, жарай ма? Ертең ренжисіздер, ертең өкінішпен өзектерің өртеніп, өмір бақи өкініп жүресіздер әйтпесе. Сондықтан Құдай беріп тұрған кезде қарап қалыңыздар. Жай сөзбен ескертіп айтып жатырмын адам сияқты. Ертең аламда 15 сабақты өшіріп тастаймын любой уақытта. Бір сәтте өшіріп тастай саламын мен. Резкий адаммын, өте резкий өткіземін де өшіре саламын. Сондықтан ертең қараймын, әрі күн қараймын деп жүрген адамдар, өсемін деген ниеттеріңіз болса, өсемін, өнемін, байимын, дамимын, бір адам болайыншы, өзім адам болып қарқ қылмадым, хотя бы мына ұлдарым, балдарым, қыздарым адам болсыншы деген ниет болса, жарайды ол балдарыңызда адам болмай қалған болса, немерелерім, шөберелерім адам болсыншы, бір менің ұрпағымнан, менің бір әулетімнен есі дұрыс, дені дұрыс, елге елеулі, халыққа қалаулы бір адамдар перзент шықса ғой шіркін деп, сондай бір сәл-пәл кішігірім ниет болса, сол ниеттің бір ұшқыны болса да, бір грамм бір ұшқын болса, хотя бы мен сіздерге кеңесім, ана 15 сабақты бастан бастап әрқайсысын бір рет миыңыз ауырмай ма, 2 рет қараңыз, 5 ретке дейін қараңыз. 5-5-тен қарасаңыз 15 сабақ 75 рет қарайсыз. Осы 15 сабақты дұрыстап қарап миыңызға сіңіріп алмасаңыздар, өмір бойы квантовый скачок темасында сіздерді басқа курс сататындар тонап келеді. Тонайды, қанайды, сіздер миллионнан да сатып аласыздар, 10 миллион, 100 миллионнан да сатады. Себебі сен не топасың, сен ақылсызсың, сенде білім жоқ, сенің білімсіздің пайдаланып 100 миллионға дейін сатады әлі. Сондықтан ақылды болыңыздар, білімді болыңыздар, сауатты болыңыздар. Болашақта қадалып қалмайым деген ниеттерің болса, қазір мына тегін сабақты, Нұрекеңнің берген тегін сабағын дұрыстап қарап алыңыздар. Рахмет айтасыздар маған. 15 сабақтың қараған адамдар деген кәдімгі Нұреке, мына халық білмей жүр ғой, мынандай білімді деп айтып, енді бәрі өзгеріп жатыр кәдімгідей. Түсінікті ма? Дұрыстап қарап алыңыздар. 15 сабақты толық, 14 сабақ қой, бүгін қоспағанда 14 сабақты толық қарағандар коммент жазсыншы. Кім қанша сабақ қарады жалпы? Кім қанша сабақ қарады? Комментарийді ашып жатырмын, что кішкене дискуссия болсын деп. Сондықтан қазақ елі даму үшін біз тегінде ел үшін, халық үшін бірдеңе жұмыс істеуіміз керек. Мен мысалы 15 сабақ өттім, 2 сағаттан қосып көбейткенде 30 сағат тегін жұмыс істедім былайша айтқанда. Күнде 3 сағаттан жұмыс істейтін халықпыз ғой, енді ары кетсе. Сонда 10 күн тегін жұмыс істеген мен. Адамдар 2 күн жұмыс істеп, 1 күн демалып жатса, мен 2 күн жұмыс істеп, 2 күн өзім отбасым үшін, 1 күн халық үшін тегін жұмыс істеппін. Көрдіңіздер ме? Мен наоборот, халық наоборот, мен наоборот. Мен былай дамитын, өркениетке қарай ұмтылсам, халық былай дымауға қарай ұмтылып жатыр да. Себебі тегін сабақты оқымайды. Алып оқыңдар онда 500 мыңға, 300 мыңға осы сабақтарды. Көріңдер сосын, салыстырыңыздар. Анау қалай түсіндіреді, мынау қалай түсіндіреді. Анау қалай шырпыр болады, мынау қалай шырпыр болады. 8 сабақ дейді. Неге енді қалған 7 сабақ қарамайсыз? 13 сабақ, 14 сабақ, 6 сабақ, 7 сабақ толық қарадым дейді. Ля, Дүкенбаева, сіз толық қарасаңыз, маған үлкен болып мынандай әңгіме жазып жіберетінсіз. Сіз толық қарамағансыз, немесе толық қарасаңыз дым түсінбегенсіз. Қайталап қарадым дейді. Мен бәрін қарадым, түсінбеген жерін қайта-қайтап қарап, миға сұрақ қойыңыздар түсінбеген зат болса, сізге Алла разы болсын. Мен бәрін қарап 8-ді күтіп жүрмін дейді. 8-ді күтіп жүрсеңіздер 8 шықты міне. Баршаңызға рахмет. Қазір енді комментарийде өшірсең, квантовый скачок деген нәрсе ол жылдамдық.
15 сабақты егер дұрыстап қарайтын болсаңыздар 10 жыл 5 жылда жететін жетістікке бір 5-6 айда керек болса 1-2 айда тез жетесіздер. Тез. Менің өмірімде қазір былай ойлаған затым бірден ойлаймын, 1 сағатқа жетпей болып жатады ғой. Мен түсінбей қалдым не болып кеткенін. Ойлайым бола береді. Топтық коучингке қатысқан жігіттер алды 10 миллион, мына жақ 100 миллионға дейін проекттер шығып жатыр. Әлі біз 3 сабаққа өттік, общий групповой. Топтық коучингке 3-ақ сабаққа қатысып адамдар 10 миллион жасап тастады. Орташалар. Кейбір жігіттер 100 миллионға дейін сделкалар жасап жауып жатыр. 3-ақ сабақта 1 миллион берді, 10 есе 100 есе қылып шығарып алды. Әлі қанша 16 ма 20 сабақ болады, соның 3-ақ сабағынан 15% қабылдады білімді, 100 есе 10 есе результат көрсетіп жатыр. Масқара ғой, былай қарап отырсаң, сұмдық. Уже топтық коучингті мен уже екінші потокта аша берсем де болады. Себебі уже бірінші потоктағылардың бәрін уже былай біразын жүйелеп тастадым. 60% жүйеленіп қалды. Қалған 40%-ын 1-2 рет дейді қамшылап жіберем, давай деп болды. Биткен нәрсем бәрі болып жатыр. Мен қазір жылайтын болдым. Жылағанда Құдай маған осындай қасиет, осындай білімді қалай бере қойдыңыз деп та, мысалы, бере қойдыңыз болғанда қалай бере қойдыңыз емес, бергеніңізге мен қалай благодарный болсам екен, қалай шүкіршілік етсем екен, не істей алам мен Алла Тағалаға шүкіршілік ету үшін деп өзімді жұбату үшін мына тегін сабақтарды өтіп жүрмін, шыны керек. Білім деген өте, Құдайға шүкір енді, өте күшті болып жатыр. Маған егер тез ақша табамын, тек барлық нәрсені ақшаға келіп тіре беруге де дұрыс емес та негізі. Өмір тек қана ақшадан тұрмайды ғой. Өмір тек қана байлықтан тұрмайды. Көп нәрсе керек, денсаулық керек болса, білмеймін, үлкен бір компания құрғыларыңыз келсе, елімізді көтерейікші, бір елдің бір жағына шығайықшы, бізде бір кірпіш болып, кетігін тауып, қаланайықшы бір жеріне, елдің еліміз прогресс дамысын, өссін. Сол еліміз қаланып отырған бір кірпіш болатын болса, соның бір кетігін тауып бір жеріне бір тұра қалсам болам екен деп ұмтылып жүрген жастар болса, орта жастағы адамдар болса, енді кәрілерден уже білмеймін қалай болатын, бірақ сол бір 50 жасқа дейін кез келген адам көмектесе алады әлі. Еліміздің болашағы зор. Мен жаңа кішкене батырып айттым. Бірақ Құдай қаласа еліміз дамиды. Билік түсінеді, біздің елдің даму керек екенін түсінеді. Халықтың деңгейі өсіп кеткенін билік түсінеді. Билік түсінген кезде қашып тым-тарақай болып тастап қашады. Әлі ертең көресіздер, кадр тапшылығы пайда болды. Қазірдің өзінде ешкім кадр таппай жатыр ғой, бір адамдарды айналдырып қоя береді. Маман жоқ ел басқаратын. Елім дейтін, ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан шығады? Дұрыс па? Мемлекет талантты жастарды қолдамаса, білімді жастарды қолдамаса, оларға сүйемелдемесе, көтермесе, оларға бір жағдай жасап бермесе, ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан шығады? Аспаннан түсе ма жаңбыр сағат? Түспейді ол. Көрдіңіз ба? Мемлекет білмейді таланттарды қалай іздеу керек, олармен қалай байланыс, коммуникация орнату керек, олармен қалай ақылдасу керек, білмейді. Мысалы, маған келсе, Тоқаевтың бір қасында жүрген бір танимын ғой, Руслан Желдібай бар, Ерлан Қарины бар, білмеймін, тағым бар. Айда Балаева сияқты біреу келіп, Нұрлан мемлекеттен жастар осылай болып кетті. Ана Ақтауда деген мефодронға отырып алған жастардың бәрі меф деген бар, ана деп искеп жіберетін, андай бір. Бүйтіп қояды, искеп жіберетін. Өзім искеп көрмеппін, бірақ естігем адамдардан. Киноларда көрдім деген сияқты. Шекер деген кинода шет. Сол мефке отырған жастардың бәрі Ақтауда. Енді ана мұнайшылардың балдары әке-шешесі жақсы ақша табады, балдарына внимание бөлмейді, махаббат бермейді. Балдар махаббатты сол жаңа мефодроннан алады. Әкесінен алмаған қамқорлықты, шешесінен алмаған махаббатты бала мефтен алады. Ал Атырау жаққа кішкене вахабистер, сәләфиттер бар, олар кіргізбейді екен. Сақалдылар көп та Атырау жақта. Олар сол сындырады екен, келгеннің бәрін, аяғын сындырып, қолын сындырып. Атырау жақта ол жаңа наркота дамымай қапты. Мен естіген өсегім осы соңғы. Енді бір дәлелді ақпарат деп айта алмаймын, енді бірақ өсек. Недостоверный информация, бірақ кішігірім естіген өсегім осы. Сондай біз отырып қалғанбыз, анаған мынаған отырып қалғанбыз. Солардың барлығын қадағалайтын жастар саясаты, жастар идеологиясы, жастар қайда бара жатыр, жастар немен ауырады, не ішеді, не жейді, не киеді, не ойлайды жастар жалпы. Кімнің соткаларында қандай предложениелер бар,
таңертең тұрған кезде елім отаным бар ғой деп тұра ма тұрмай ма, ондай сезім бар ма жоқ па, оны зерттеп жатқан бірде бір мекеме, бірде бір ұйым жоқ. Сондықтан енді квантовый скачок деген тақырыптан ауытқып кетіп жатырмын, айыпқа бермеңіздер. Эмоция ғой, эмоция. Қандай состояниеде отырамын, сол состояниеде ойыма не келеді, соны айтып жатырмын енді. Лағып кетті деп ренжімеңіздер. Лағып кетсем де өзім білемін, бірақ лаққым келген кезде лағам, лаққым келмеген кезде лақпаймын. Оны білесіздер онда. Бір қатып қалған нем жоқ. Квантовый скачок деген жылдамдық. Елге пайдам тисін, бір елге пайдалы бірдеңе істейік, бір жағдайымызды жасайық, байығымыз келеді, әлемге әйгілі болғымыз келеді, әлемге қазақтың кім екенін көрсеткіміз келеді, қазақ деген ұлтты брендке айналдырайық, Қазақстан деген елді бір дені дұрыс мемлекетке айналдырайық деген ниеттегі кез келген адаммен мен серіктестік жасауға дайынмын. Квантовый скачок жасап бере аламын мен оларға. Егер маған сенсе, мені мойындаса әрине. Мен енді бір Алла тағаланың бір себебімен, Алла тағаланың бір білмеймін енді бір сондай бір қабілет дейміз ба, сондай бір мүмкіндік болып тұр да менде. Сондай бір дүние болып тұр, сондай бір күшті бір энергия болып тұр менде. Күш деген көп, энергия деген көп, бөлісіп таратып, бөлісе алмай жатыр. Бөлісіп таратып, ауысып қалып жатыр өзіме, көрдіңіздер ғой. Соны бөліскім келеді. Хабарласыңыздар. Сосын менің енді энергиямды бұл тегін бөлсе деген деп қойып, барлық нәрсе тегін бөлсе бермеймін, ренжімеңіздер. Тегін деген и так 15 сабақ тегін бердім. Бөлсе деген ғой деп, бір ақ көңіл жақсы жігіт екен деп, мазаны ала бермегендеріңіз де жөн бір жағынан. Көрдіңіз ба? Ол бір-біріне бүйтіп диссонанс туғызып жатырмын да, былайша айтқанда. Сондықтан квантовый скачок деген жылдамдық. Жылдам байғыларыңыз келе ма? Жылдам масштабқа шыққыларыңыз келе ма? Жылдам арада тез күшті актриса, күшті актер, күшті әнші, күшті жазушы, күшті танымал адам болғыңыз келе ма? Күшті блогер болғыңыз келе ма? Вайнер болғыңыз келе ма? Тиктокер болғыңыз, стример болғыңыз келе ма? Киноға түсе алмай жүрсіз ба? Тағы не бар? Әніңіз атпай жатыр ма? Айтқан әндеріңіз өтпей жатыр ма? Қандай мәселе бар? Барлығын көруге болады. Жұмыс істеп көрсек, меніңше күшті нәтижелер болып жатыр. Әзірге әуелі Құдай соңғы бір айда менің өмірімде 10 жылда болмаған жетістік болып жатыр бір жылдың өзінде. Бір айдың өзінде, бір ай 120 есе күшті скачоктар болып жатыр. Сондықтан квантовый скачок деген не деген кезде жылдамдық деп айтсаңыздар болады. Бір сөзбен айтқанда жылдам, былай ракетасы ұшасыңдар аспанға. Осы 8-ші сабақта күшті бір материалдар дайындап қойған. Біз сосын жылдамдық екен деп асығып түсіп жүретіндер бар. Тез болба, айбай, мін, ау деп асығып абдырап жүретін адамдар бар. Асығу деген ол дұрыс емес. Асығу деген ол мидың реакциясы, защитный реакция. Қазір бірдеңеден қалып қоямыз, бірдеңеден айылып қаламыз, бірдеңеге жетпей қаламыз, бірдеңеден қорқалып қоямыз, бірдеңеден қолымыз жетпей қалады деген бір сондай бір страх потери дейді, жоғалтып қоямын деген қорқыныштан туындаған реакция бұл асығу деген. Сондықтан асығу не? Ол мидан, асығу ол логикадан, бәрін логикаға саламыз. Тез жүгірсем тез барамын, тез барсам бәрінде күшті болады деген ол не всегда работает. Сондықтан асығыстың артында қорқыныш жатыр, қорқыныштың артында өз-өзіңізге деген сенімсіздік, күмән жатыр. Күмән иманнан айырады дейді. Құдайға сенбеушілік жатыр асығыстықтың арқасында. Сондықтан асыққан шайтанның ісі деп айтады. Асыққан шайтанның ісі деп айтады. Себебі сен асыққан кезде Құдайға сенімің азайып кетеді, немесе вообще сенбей қоясың. Асығуға болмайды. Жылдамдату деген бар, оперативность. Жүректен шықса, егер жылдам істеп алсаң да, жүрегің от души бірдеңені істеп қалап тұрсаң, тез жұмыс істейсің негізі. Не от души болса, бір через не хочу істейтін болсаң, сол жылдам болмайды. Амал жоқтан деп бір өкімет үшін, ел үшін бір жасап жатқан сияқты біреудің бір субботник деген зат бар ғой, Лениннің ойлап тапқан. Сол бір ең білмеймін енді, көгалдандыру тұрғысынан, басқа тұрғысынан бір жақсы идея ғой, бірақ көп адам не от души шыққаннан кейін Қазақстанда соңғы жылдары ол нәрсе сейілмей тоқтап қалды дейміз. Сол нәрсені көрмедім мен. Сондықтан жүректен шығу керек жылдамдық деген нәрсе. Интуициядан шығу керек, жан дүниеңді сезіну керек, реакциясыз болу керек та жылдамдатқан кезде. Сонда квантовый асығып жатқан адамды, жылдамдап ататқан адамды бір нүктеге бірдей барады. Екеуі де жүгіреді. Бірақ асыққан адамда негатив болады, нәтиже болмайды. А жылдамдатқан адамда нәтиже болады. Себебі анау Құдайға сенді, анау Құдайға сенген жоқ.
немесе анау мен бәрін қарап 8-ді күтіп жүрдім дейді. Асығу мен жылдамдатудың айырмашылығын түсіндіңіздер ғой. Жылдам жұмыс істеп үйреніңіздер, шустрый болыңыздар, быстрый болыңыздар, бірақ анандай торопиться етіп бүйтіп жүретін адам болмаңыздар. Ол асығыстықтың арқасында күмән бар, қорқыныш бар, шайтан бар. Жылдамдату от души істесең и так жылдам болады. Осыны жақсылап миларыңызға ұғып алыңыздар, құрметті ағайындар. Ешқашан кеш қалмайсыздар ештеңеден. Ешқашан кеш емес, ешқашан ерте емес, никогда не поздно, никогда не рано. Все вовремя дейді, бәрі өз уақытымен болады. Ойбай, ерте болып қалды менде деп қатты қобалжып, возбуждаться етіп қуанудың ойры жоқ. Ерте болып кетті, күшті болып кетті деп. Вовремя болып отыр, уайымдама. Ойбай, кеш қалдым, құр қалдым, бірдеңеден кеш қалып бара жатырмын деп, жаңағыдай абдырап асығудың да қажеті жоқ. Уақыт сәті болады. Рита, айналайын, уақыт сәті болады. Қашан план жазамыз дей бергенмен ол план бітпейді. Просто жіберіңіз пространствоға, түсетін заказ түседі, келетін ақша келеді. Бәрі өз уақытымен болып жатыр. 8-ші сабақты бүгін осы уақытта біреулерге тыңдау керек болды. Сондай бір бұйрық келді, тыңдадыңыздар. Бұйрық болмаса тыңдай алмайсыздар. Ол бұйрық менің қолымда емес. Мы предполагаем, Бог располагает. Мына Майлыбайға 45 деген кісі сіздің суретіңіз жоқ болғаннан кейін мен сізді парақшадан шығарып жіберемін. Ассалаумағалейкум дейді. Аббас Байжамал айтады, ойлаған дүниелерім бір шылшықпен болып жатыр менде дейді. Не деген күштісіздер бір шылшықпен болдыра беретін. Мені қарасаңыздар бір шылшықпен болмайды, жарты шылшықпен болады деп ұрмай жазып шыға береді ғой, келе береді. Сондықтан ешқашан ештеңеден құр қалмайсыздар. Құр қалам деген сезімдеріңіз болса, бірдеңеге абдырап жанталасып жатқан болсаңыздар, мен сіздерді қуантамын, жанталаспаңыздар. Барлығы нормально болады, уақытында болады өзі. Ерте барып қойдым деп қатты возбуждаться етіп, бәрінен бірінші келдім деп те қуанбаңыздар, қозбаңыздар. Қозбайтын кезде қозып кетеміз, қозатын кезде қозбай қалатын қалыппыз салып. Бәрі вовремя, өз уақытымен, сәтімен болады. Жанталасудың немесе бір, білмеймін, қатты возбуждаться ететін нәрсе емес. Сосын анау бір қарызға батып кетсе, бизнесі жүрмей қалса, бірдеңесі өртеніп кетсе, Құдайдан көретіндер бар. Ол сенің өзіңнің немқұрайлығыңнан, өзіңіздің жауапкершілігіңіз жоқтығынан, өзіңіздің кішкене сауатсыздығыңыздан, өзіңіздің дым көрмегендігіңізден, өзіңіздің бір білмеймін енді, өзіңіздің қорқынышыңыздан туындайды. Кез келген ауру, кез келген өлім, кез келген тағы не бар, потеря, бірдеңе, соғылу, авария, бәрі ол не, біз өзіміз подсознательным уровне соны не істеу керек екен. Осы жігіттің арқасы қасиеті бар дейді. Не дейді? Әлжан алып біреулер қырылып жатыр мына жерде. Бәрі болып жатыр уақытымен дейді. Күшті құтты болсын. Сондықтан Құдайдан, жамандықты Құдайдан көрмеңіздер. Барлық нәрсені біз өзіміз тілеп аламыз, жаман нәрсені. Жақсы нәрсені де тілеп аламыз, жаман нәрсені де тілеп аламыз. Сондықтан сынақтың жаманы, енді сынақтың жақсы жаманы болмайды ғой, жаман деп сынақ дегенде біз жаман деп қабылдаймыз. Негізі сынақтың жақсысы болады екен, қазір айтып беремін қандай болатынын. Сынақтың жаманы өзімізден, өз ойымыздан, жертва болудан, қорқыныштан, шайтаннан, күмәннан, тағы не бар, қобалжудан туындайды. Сынақтың жаманы жаңағыдай. Бірдеңе өртеніп кетеді, бірдеңе жанып кетеді, бір ақшаңды біреуге алданып қаласың, пирамидаға ұрынасың. Саған солай болу керек болып тұр, өзің соны тіледің, өзің соны қаладың, білмейсің өзің қалай қалағың, бірақ қаладың оны, түп санаңмен қалап қойдың да. Мен сіздерге бір фактын айтайыншы, страшный фактын айтайын, оны түсіндіріп отырған. Керек болса, адам біз анамыздың құрсағында жатқан кезден бастап өзіміздің қандай отбасыда, қандай жағдайда, қандай елде, қандай ұлтта туатынымызға дейін подсознательно таңдай алады екенбіз. Сондықтан ба, Алла тағала бізді полный өзімізге контроль берген ғой. Миды, жүректі, системаны четкий қылып бергенде күшті ғой. Ал енді өздерің көріңдерші деген ғой. Сондықтан бізде Құдай божественный сила дейді ғой, Құдайдың бір күштілігін біз алуымыз керек та, өзіміздің өмірімізге енгізуіміз керек.
Алла тағала сені жаратты да, сені фабрикаң, шыққан фабрикаң Алла тағаладан шықтың да сен. Made in China деген бар ғой мысалы. Made in China деп тұрады, Made in Japan деп тұрады, сделано в России деп тұрады. Сіз made by Алла тағала. Көрдіңіз ба? Сіз Алла тағала жаратты да, сіз какой-то бір заводтан шыққан жоқсыз. Біз мына заводтан шыққан машиналарға табынып жүрміз. Біз заводтан шыққан адамдар жасаған заттарға, соткаға, айфонға табынып жүрміз. Бізді Алла тағала өзі жаратып берді. Бізге ақыл, миды, тәнді, дені сау нәрсенің бәрін Алла тағаланың өзі берді. Бірақ біз не Алла тағаланың жаратып қойған продуктысынан ләззат алмаймыз да, біз не жаңағыдай темір терсектен ләззат аламыз. Сұмдық па әңгіме? Темір терсектен ләззат аламыз. Айфонға табынамыз, макбукқа табынамыз, долларға табынамыз. Тағы не бар? Range Rover жаңағыдай бір зикір көрсек табынамыз соларға деп бір адам жасаған заты ғой. Адамның жасағанына адам таңғалуға болмайды да, негізі қатты. Таңғал базар жоқ, бірақ енді қатты қосып кетпе да. Мені сізді Алла тағала жаратты да. Қандай әдемі қылып, ақылды қылып жаратқан да, мысалы. Қандай күшті қылып жаратқан. Қандай шешен, сөзге шешен, оратор қылып жаратқан. Не деген харизма, мына қараңыздаршы, не деген харизма, не деген энергетика беріп жатыр. Энергия деген болып тұр ғой, былай деп айқайласам қазір жылайсыздар ғой сіздер. Энергия деген мына экранның артынан шығып кетейін деп тұр ғой. Былай атылып кетейін деп тұрмын ғой. Мына экранның артынан шығып кетейін деп тұрмын. Қасында отыруым мүмкін қазір қаласаң. Жаңағыдай не дейтін еді андай. Бір пространстводан екінші пространствоға өтіп кететін. Сондай нәрсе болып кетейін деп тұр, көрдіңіздер ме? Сондықтан бізді Алла тағала әдемі, ақылды, білімді қылып жаратқан. Біз Алла тағаланың шыққан жерімізге тіл тигізбеу үшін не істеуіміз керек? Бізге бақытсыз, кедей болуға болмайды. Бізге ұсқынсыз болуға болмайды. Бізге әдем болу керек. Бізге бай болу керек. Бізге звезда болу керек. Біз бұл өмірге звезда болып, мынандай адамды қалай жаратқан Алла тағала қандай шебер деп айтсын деп бізді жіберген ғой бұл өмірге. Көрдіңіз бе? Бізді бір-бірімізді көргенде соншалықты бір-бірімізді жақсы көруіміз керек, что Аллаға шүкір осындай пендені жаратқаның үшін, мен үшін, немесе осындай әңгімені тыңдау үшін, осындай әңгімені осы сәтте тыңдап атқаныма шүкір, осы адам арқылы жеткізіп атқаныма шүкір деп Аллаға бізді жақындастыру үшін осындай 7 миллиард вариант беріп қойғанда, 7 миллиард, ойлашы, 7 миллиард. Біз бірақ не істейміз? Алла тағаланың жаратқан бір пендесін жек көреміз. Мазақ қыламыз, жек көреміз. Білмеймін, душа-пушаларыңды білмеймін, ондай мультфильм қарамаппын мен. Көрмеген мен, ондай мультфильм, кино, бірдеңелер қарамаймын мен. Өзім ойланып шығара беремін ше кәдімгідей. Мына мен сабақта айтып жүрген нәрселердің көбісін кітаптан оқымаған мен. Енді өзім ойыма келеді, бүйтіп отырам, ойланып, ойыма келеді, соны сіздерге айтам. Мына сынақтың жаманы ал өзіңнен, сынақтың жақсысы деген болады екен. Сынақ дегенді әдейі тырнақшаның ішіне алып қойдым, мен сынақ деп айтуға келсе. Типа мультик, кино, білмеймін ондайды. Қара бір кісі ойнайтын ба, бірақ оны қарамаппын. Сынақтың жақсысы, егер сіздердің өмірлеріңізде квантовый скачок болып жатса, сен ойлайсың, 1 сағат немесе 5 минут өтпей сол нәрсе орындала береді. Вот это нағыз сынақ. Кәдімгідей адамдар қазір маған бүйтіп айтатын болды. Құдайдан бір көмек сұрадым дейді. Құдайдан көмек сұрадым. Құдай көмектесші деп едім дейді. Сіз шықтыңыз дейді алдымнан. Сол кезде мен, мен Құдайдан келіп тұрман деп айтсам, тәкаппарланып кетсем да, mesela бүйтіп, деп кетсем, ол уже сынақтан өте алмайған. Экзаменнен провалил экзамен, короче, шаруам бітті ғой, шаруам шартарап болады. Дукай айтпақшы. Шаруаң шартарап болып қаласың. Сынақтың көкесі осы, сынақтың көкесі Димаш Құдайбергенде бүкіл әлем аузы деп өледі Димашты көрген кезде. Көресіздер ма? Криштиану Роналду мен Месси де сынақтың көкесі. Оңай емес. Жүрген адымын қарап отырады бәрі бүйтіп. Көрдіңіздер ма? Шапкат Рахманов та сынақтың көкесі. Бүкіл UFC-ді қырып жатыр. Қазақтың қырадамалық баласы алады, төмпіштеп тастай береді. Қазақ пайызға барады да төбелесіп бәрін айырып тастай береді. Бірде бір жеңілмеген.
от сынақтың көкесі солар да. Оны көтере аласың ба, көтере алмайсың ба? Семіздікті қой көтереді дейді. Біз көтере аламыз ба, көтере алмаймыз ба семіздікті? Вот в чем проблема. Сынақтың көкесі осы екен, оказывается. Анау қарыздан шығу, жаңағыдай денсаулығың болмай қалу, бірдеңеден айырылып қалу, бірдеңені соғып алу, бірдеңені өртеніп кету дегендерің ол чепуха болып қалады екен да. Адамды соблазн ғой, соблазн. Соблазн деген нәрсені білесіздер ма? Соблазн. Не деп айтады? Соблазн деген қазақша қалай болады? Соблазн болады сенде. Барлық нәрсеге соблазн. Алла тағала бізді осылай сынайды екен, оказывается. Бүйтесің бола береді, бүйтесің бола береді, мат деп қаласың ғой, өзіңді мини құдай сезініп қалады көп адам. Сол кезде алады да бүйтіп саң еткізіп ұрады сені. Басыңа по башке получаешь, сақ еткізіп басыңа ұрады. Көрдіңіздер ма? Сондықтан менде болып жатыр екен сынақтың күштісі. Осыдан аман есен өтіп кетуге сіздер көмектесіңіздер, ағайындар. Мен қиналып жүрген жоқпын, кайф болып жатыр, базар жоқ. Бірақ біртүрлі болып жатыр да, біртүрлі сөзбен түсіндіре алмаймын сіздерге. Оңай болып жатқан жоқ, ағайындар. Күннен күнге күшті адамдар келіп жатыр. Күннен күнге күшті адамдар мойындап жатыр. Күннен күнге күшті адамдар, былайша айтқанда, грубо айтқанда, табынып жатыр, фанат болып кеткен. Вы лучше у всех. Мен дейді, сізден кейін дейді, вообще тренер, басқа тренерлер қабылдай алмайтын болып қалдым дейді. Мені көргенде жылап жіберейін деп жатыр адамдар. Күледі өзіне, деп ше кәдімгідей. Оңай емес сынақтың жақсысы деген. Көрдіңіздер ма? Экранның ар жағынан да менің энергиям ұрып тұратын сондай бір уровеньге шығып жатырық та, енді кішігірім. Мен өзім видеоларым қараймын, бұрынғы видеоларда ондай эмоция жоқ, ондай энергия жоқ. Қазіргі видеоларым ойбай. Өзім де қарап отырып қаламын кейде, өз-өзіме тамсанып ше. Сондықтан ойларыңызды өзгертіңіздер. Сізді Алла тағала жаратты. Әке-шешеңіз себепші болды. Сіз нашар өмір сүруге лайық емессіз. Нашар өмір сүруге болмайды, сізге жараспайды нашар өмір сүрген. Ауру болып өмір сүрген жараспайды сізге. Страданиямен өмір сүруге үшін келмегенсіз сіздер бұл өмірге. Страдание еткіңіз келіп тұрып отырса, айтыңыз. Мен страдание үшін келген жоқпын бұл өмірге. Бітірсеңіз, өз қазіргі өмірлеріңіз ұнамайды, болды, все, мен тоқтатамын, болды, бүгіннен бастап мен басқаша өмір сүремін. Мен енді қиналмаймын. Мен енді бақытсыз болмаймын. Мен енді жыламаймын. Мен енді еңсемді түсірмеймін. Мен енді рухымды түсірмеймін деп өз-өзіңізге сөз беріңіз. Сөз беріңіз. Өзіңіздің сөзіңізге өзіңіз тұрыңыз сосын. Түсіндіңіздер ма? Өзіңіздің рухыңызды өзіңіз көтермесеңіз, біреу келіп сіздің рухыңызды көтеріп бермейді. Бірақ менде Құдайға шүкір, мен енді Нұрлан Жанай деген кім ол, квант жоқ бірдеңе деп айтатын болсаңыздар, мен өзімнің бір қасиетімді білем, мен кез келген адам рухын көтере аламын. Мен керек болса 20 миллион халықтың рухын көтере аламын. Оған менің шамам, энергетикам жетеді. Бірақ енді оны қалай істейміз? Кітаппен көтереміз ба, клиппен көтереміз ба, әнмен көтереміз ба, киномен көтереміз ба? Или осылай күнде 7 сабақ, 8 сабақ деп тегін сабақ өтіп жүре берем ба? Әлде елді жер тау тастар алып тегін тренинг өткізіп жүре берем ба? Ол енді білмеймін. Енді мен оны бір пространство Құдайға тапсырдым. Өз-өзіме реттеледі. Керек адам өзі келеді, көмектесетін адам өзі келеді, түсінген адам өзі тартылады, түсінбеген адам тартылмайды деген сияқты. Сіз президент болыңызшы ондай. Жоқ, мен президент болғым келмейді, шыны керек. Енді білмеймін, Құдай бір оңдап бір чудо болып кетіп жатса, мен Қазақстанда тумағанмын. Қазақстанда тумаған қазақ президент бола алмайды. Бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, мен советник болғым келеді. Мен қазір Тоқаевқа күшті советтер берер едім, егер мен советник қылып қойса. Мен еш жерде айтпай-ақ қойсын, Нұрлан менің советнигім деп. Маған ондай бір атақ абырой да қатты керек емес. Просто ел жақсару керек. Ел өзгерген қалаймын. Көрдіңіз ба? Ел өзгерген қалаймын. Елдің дамыған қалаймын. Мен бір қара басымды бағуға мен любой жұмыс жасасам, екі қолға бір күрек дейді ғой. Мен көшеде алма сатсам да, мен білмеймін бір, любой бірдеңе істеп, әйтеуір любой шаруа қолымнан келеді мен. Мен бір бала шағамды бір нанмен, бір
квартирамен, бір үймен, бір машинамен қамтамасыз етуге шамам жетеді. Мен өте еңбекқормын, сондай кішкене способный адаммын да. Ол жағынан проблема жоқ. Бірақ бұл өмірге біз тек машина алу үшін, үй алу үшін, қарынның қамы, төсектің қамы үшін келген жоқпыз ғой, тек көмбілдете беру үшін төсекті, дұрыс па? Біз бұл өмірге бір миссиямен келдік. Бір миссиямен келдік. Менің миссиям, оказывается, адамдардың рухын көтеру керек, рухын көтеру екен. Мен адамдардың рухын көтеру арқылы олардың миссиясын тауып беремін. Сен бұл өмірге не үшін келгеніңді айтып бере аламын да, примерно да, енді өзің қарайсың ғой, ұнаса аласың, ұнамаса алмайсың. Ол жаңағы менің айтқаным былай ақиқат, менің айтқаным соң деп қалдым, шоң деп не болып кетті, қырғыз болып кеттік па? Менің айтқаным шындықтың соңғы инстанциясы емес та, мысалы. Бірақ как вариант можно рассмотреть деген сияқты, ұнаса аласың, көресің, жұмыс жүре бастаса, мынау жақсы екен деп істейсің деген сияқты. Сондықтан мен адамдардың рухын көтеру арқылы миссиясын табуына көмектесемін. Бұл өмірге сіздің не үшін келгеніңізді айтып беремін. Енді ары қарай енді оны түсіндік, не үшін келгеніміз жарайды. Ары қарай қалай істеймін десеңіздер, схема беремін. Былай істейсің деп. Оған күшті идеялар келе қояды менде, былай чүк-чүк келе қояды, білмеймін қайдан келетінін. Сондықтан осындай болып жатыр менде, ағайындар. Азында шай менен обед, ужин сындырылған жанаймен болдық дейді. Ужин болғанда бір ағырет қойшы, екі ағырет шыққан. Всегда сіздің видеолар естіліп тұратын болды. Онда дұрыс, видео деген дұрыс. Рахмет сізге, күнде таза инсайтлар келіп жатыр дейді. Инсайтлар келіп жатса, соны тезірек жүзеге асырыңыз, енді жүре бермей. Енді мұндай энергиядан соң қалай ұйықтаймыз? Көздеген бақырайып идея келіп ойлардан қозып жатырмыз дейді. Ұйықтай алмайсыз, болды, ұйқы жоқ, ұйқыны ұмытыңыздар. Осы кезге дейін ұйықтадық, 30 қанша жыл, 32 жыл ұйықтадық. Қазақтар ұйқыдан тұрыңдар, болды, просыпайтесь. Таң атып жатыр, күн батып жатыр. Ояныңдар, қазақтар құрсын. Оян қазақ деген сөз, ол ұйқыдан тұрып төсегіңді жинап оян дегенге де ұқсайды. Негізі олай емес. Оян деген рухыңды оят деген сөз. Оян қазақ, оян қарақалпақ, оян қырғыз, оян өзбек. Рухтарыңды оятыңдар. Ата-бабаларың кім болғанын еске алыңдар. Ертең қайтыс болып кеткенде ата-бабаларыңмен недай болып ана жақта кездесіп қалған кезде сүмірейіп тұрмайық дейді, басымыз еңкейіп. Өзбектер Әмір Темірдің кездесіп қалсаңыздар айтады, деп Пашамайттың баласы не деген надан ұрпақ болып өскенсің сен деп беттеріңе түкірмесін ертең ата-бабаларың. Біздің жаңа Қабанбай, Бөгенбай, алашордалықтар бетіне қарай алмай жүрмейік ертең жалтақтап. Ана жақта не случайно бір көшеден өтіп бара жатыр көріп қалсақ. Так что басты көтеріп бүйтіп мақтанышпен. Адам өзінің өмірінен мотивация алу керек қой. Адам миссиясын, миссияңды қалай анықтайсың? Миссиямызды қалай анықтаймыз деп андай проблема қылып жатады ғой біреулер. Соңғы күніңізді елестетіңіздерші. Соңғы күніңді. Өліп жатсың сен, жаназаң оқылып жатыр, сен өліп жатсың. Қандай адам болды? Қандай адам болды деп сұрап жатыр. Сол кезде қандай адам болды деп айтқанын қалайсыздар? Вот сол кезде сіздің миссияңыз шығады. Миссия деген ақша үшін жасалатын зат емес, ел үшін, халық үшін, ұлт үшін, жер шары үшін, жер планетасы, галактика үшін жасалатын нәрсе миссия деп аталады. Қара басымның қамы, бала-шағамды тәрбиелеп, ұлымды ұяға, қызымды қияға деген ол бытовуха әңгіме. Ұлымды ұяға қондырсам, қызымды қияға қондырсам деген ол бытовуха, қазан ошақ, ошақ басы, қазан қасы дейма, не дейді? Ошақ басы, отбасы, ошақ қасының әңгімесі ол. Ит те өзінің баласын ұяға, қияға қондыра береді ол. Ұяға, қияға қондыруды бір үлкен бір миссия қылудың қажеті жоқ. Ол это по умолчанию, by default жасалатын нәрсе. Болды, сен өмірге әкелдің ба қызды, қияға қондырасың, амал жоқ, басқа вариант жоқ сен. Егер ажырасып кетсең, алиментің төлетеді, ізіңнен жүгіру жүріп, судисполнительдер. Қашып қыла алмайсың, болды, туғыздың ба, болды, все, мойынға ілінді сен. Енді ұлды ұяға қондырдым, қызды қияға қондырдым, немерелерімді бағып жатырмын. Дұрыс, енді кішігірім миссия ғой, енді уровенің сол болса, енді не істейміз. Бірақ ондай уровенмен қалып қоймау керек та. Біздің уровен деген әлемдік деңгейге шығу, галактикаға шығу. Бұл жігіт кім, не айтып жатыр дейді. Бұл жігіт деген ойбай сұмдық адам. Сұмдық нәрселер айтады екен бұл жігіт. Ауыр әңгімелер айтады, ауыр. Сондықтан бытовухадан шығайық, ағайындар. Бір қарынның қамы,
бір жаңа көлікпен бір машина алып бір үй алғаннан бір жаңа шатырыңыздың үстіңізде бір үйіңіз, астыңызда бір тұлпарыңыз, қарныңыз тоқпағанда мәз болып жүре бермей, қаламды қалай дамытам, даламды қалай дамытам, ну орманымды қалай дамытам, тау тасымды қалай дамытам, қайтсем ел артымнан бір дұрыс ізгі бір іс қалдырам деп кішкене ойлаңыздар. Күніне 1 минут ойлансақ, айына 30 минут ойланады екенбіз да. 30 минуттан бір результат шығады меніңше. Проблемалар қаптап кетті, жолдасым қайта ойын ойнап дейді. Проблема қаптай береді, меліш әңгімелер, меліш. Егер сіздер миссияларың болмаса, егер сіздердің ұлы армандарың болмаса, үлкен бір 10 жыл, 100 жылдық стратегияларың болмаса, проблема, любой нәрсе проблема болады. Ана жерден бір полдың бір жері тесіліп қалса да проблема болады, үйден бір тышқан кіріп кетсе де проблема болады, крайник дұрыс істемей қалып ыстық су ақпай қалса да проблема болады, есіктің алдына біреу түсіп кетсе де проблема болады, басыңа құс түсіп кетсе де проблема болады, машинаның баллоны жарылып қалса да проблема болады. Это же не проблема, это просто 5-10 минуттық шаруа болды. 5-10 минуттық шаруа, просто 5 минут бір жерге кешіп барасың, болды. Күйеуіңіздің карта ойнап кеткен проблема емес, ол глобальный қарайтын болса, галактика үшін ол бір чепуха әңгіме. Кімнің күйеуі ойнап кетпей жатыр? Басқа қатынға кетіп қалып жатқан еркектер қаншама, басқа елге жетіп қалып жатқан еркектер қаншама, вообще еркек қатын болып кеткен еркектер бар мысалы, еркек еркекпен жатып, оның қасында карта ойнап кеткен деген бұқта жүре жазды. Фигня әңгіме ғой деймін. Аботса өліп бұқта жүре жазды. Астағфирулла. Сондықтан сынақтың жақсысынан қорқу керек екен ғой. Қорқпайсың, просто өте ойлашы, күшті бай болып кеттің, реально бай болып кеттің. Это сынақ қой, күшті сынақ. Бір анекдот бар еді. Алла тағала, мен сынасаң байлықпен сынашы, мен шыдай аламын ба екен көрейінші дейтін ше. Бұлай күлкілі болғанмен негізі ауыр әңгіме. Арты зіл оның. Көрдіңіз ба? Оған шыдайтын бар, шыдамайтын бар деген сияқты. Құтырып кететін бар. Сондықтан сынақты дегеннің бізді тек жақсы нәрсемен сынайды Алла тағала. Жаман нәрсемен өзімізге сыналып жүреміз просто. Өзімізге басымызға проблема іздеп жүреміз. Осындай ауыр әңгімелерден кейін бір жеңіл әңгімелерге келу керек еді негізі кішкене. Махаббат бар жерде благодарность бар. Мен жақсы көресіздер ма жалпы? Мен сіздерді жақсы көремін, мысалы, қанша миларың істемесе де, қанша сабаққа дұрыс қатыспаса, жалқау болсаңыздар да, аватар қоя алмасаңыздар да, коучингке миллион теңге төлеп жазылмасаңыздар да, қанша ақша тапсаңыздар да, бір шетінен бөліп бермесеңіздер де, мен сіздерді жақсы көремін. Осы кісі 15 сабақ оқытты ғой, әрқайсысы 2 сағаттан 30 сағат сабақ өтті, ойбай, қиын ғой. Осы кісіге білмеймін, күшті бір сыйлық берейікші деп ойламасаңыздар да, мен сіздерді жақсы көремін. Сіздер благодарный болмай қойыңыздар, бірақ мен өте благодарныймын. Көрдіңіз ғой, менде махаббат бар. Ондай махаббат кім берген маған? Алла тағала беріп қойыпты, көрдіңіз ба? Кең, жүрек кең да. Шедрост бар менде. Кеңдік, кең болсаң кем болмайсың деп үйретіп еді әкем. Сол әлі де айтады, Нұрлан, кең болсаң кем болмайсың дейді. Біреуінің арығы, біреуінің семіз дейді, біреуінің сұйығы, біреуінің қоюсы дейді. Кейде көп ақша табасың, кейде аз ақша табасың. Бірақ адамгершілікті ұмытпа дейді. Халықтың алғысын ал дейді. Адамның баласы болма дейді. Не дейді? Атаңның баласы болма, адамның баласы бол дейді. Адамның баласы болуға тырысуымыз керек. Маған үлкен ақша келгелі тұр, сеземін, менде толған проблема, бірақ қорқпайтын болдым дейді. Алла мені жақсы көреді дейді. Бірдеңені жақсы, сен мысалы бір кісіні жақсы көрсең, ол кісіден қорқпайсың. Егер менен қорқатын болсаңыздар, значит мені жақсы көрмейсіздер. Егер мені жақсы көрсеңіздер, менен қорқпайсыздар. Менің любой ұрысқанымды кайфовать етіп тыңдайтын адамдар бар екен. Кәсіпкерде проблема болмаса, ол кәсіпкер емес дейді. Проблема деген жоқ қой негізі. Проблема деген сөзді мидан өшіріп тастасаңыздар, проблема деген задача деп ауыстырып алыңыздар. Task number 1. Problem дейді. Ағылшындарда есеп шығарамыз ғой біз қазақша. Есеп математикадан шығаратын есепті ағылшынша problem дейді. Solve this problem дейді. Мына есепті шығар дейді. Яғни проблема деген сөздің негізгі несі есеп.
тапсырма деген сөз ғой. Сол тапсырманы істей алсаң, келесі сыныпқа ауысасың, тапсырманы өте алмасаң, сол сыныпта қаласың. Сол бір жерде жүресің потолокта. Бір зарплатадан ары аспайсың. Немесе бір табыстан ары аспайсың. Дұрыс па? Проблема деген просто задача деген сөз орысша. Тапсырма. Тапсырманы орындасаң өтесің, тапсырманы орындамасаң өтпейсің, болды. Алла сынақ қалған балаларымызды өзі қолдап қорғап. Басқаларды қайдам, өзім жақсы көремін дейді. Мен де сізді жақсы көремін, бәріңізді жақсы көремін. Иә бауырым, сізді өте жақсы көреміз, отбасымызды. Сізді іздеп қарап жүреміз. Өзімнің эгомды қомпайтып, бәрін оқып отырайыншы осылай. Сабағына қатыстым, тағы қатысқым келіп жүр дейді. Қатысыңыз, Ақтауға тағы барам келіп тұр. Ұнап қалды маған Ақтау. Шымкентпен Ақтауға бара бергім келеді екен ғой. Бара бергім келеді. Бекер мен Шымкентпен Ақтауда тұрып, білім алып, жұмыс істемеген екенмін. Мен тартады екен ана әулие-әмбиелер ше. Әйтпесе мен Ақтауда тұрып жұмыс істедім 1-2 жыл. Шымкентте тұрдық кезінде, Түлкібаста тұрдық біз 93-тен 97-ге дейін. Мен вообще бірінші сыныпты Қазақстанда оқығанмын негізі. Оның арасындағы сыныптарды бірінші сыныпта ғана Қазақстанда оқыдым, и университетті Қазақстанда бітірдім. Арасында Қарақалпақстанда оқыдым. Қарап отырсаң қызықты. Түлкібаста Бауыржан Момышұлы станция, Түлкібас деген жер бар. Сол жерде Бауыржан Момышұлы деген мектепте ең күшті оқыған жігіт болған мен. Ақгүл деген апайымыз болған. Ол кісі апайымыз қайда екен? Егер Ақгүл деген апайымыз қарап отқан болса, мені таныған болса, Ақгүл апайға рахмет. Өте әдемі апай еді, күшті апай еді. Бір жігіт келетін ше, ізінен келеді, жігіті ғой. Қыз жасыл москвич бар. Біз тау жақта оқимыз, Түлкібас деген таулы жер ғой. Детсаттың зданиесін беріп қойған ғой бізге, баспауыш сыныпқа 1-ден 4-ге дейін. Сол детсатқа барып оқимыз. Терезеден қараймыз. Жасыл не келеді? Жасыл москвич келсе қуанамыз. Апайды алып кетеді да, жасыл москвичпен қыдырып жігіті. Біз сабақтан 1-2 сабақ ертерек қайтамыз. Сол Ақгүл апайымыз сол кезде күйеуге көшіп кеткен шығар, күшті әдемі апай еді. Сөйтіп мен Мөкіске көшіп кететін болдық қой 2-ші сыныпта. Сол кезде Ақгүл апайымыз жылап, неге мына оқымайтын оңбағандар кетпейді, неге Нұрлан сияқты жақсы оқитын балалар кетеді деп біраз мен сүйіп, құшақтап, қоштасқанбыз, күшті болып. Сол Ақгүл апайымды алғашқы ұстазым ретінде есіме түсіп кетті қазір қарап отырсам. Сондықтан бір-бірімізді жақсы көрейік. Өмірлік миссия деген не деген сұраққа жауап таптым, жазып алып дейді. Ақтөбеге қашан келесіз? Ақтөбеге барғым келеді. Ақтөбе ұнайды маған, күшті ұнайды. Ақтөбеде ұнайды, Атырауда ұнайды, Оралда ұнайды. Ақтөбе деген өзімнің шыққан, ата-бабамыздың шыққан жер, Байғаниннен шыққан ғой менің аталарым. Сондықтан Ақтөбеде бір жылулық сеземін өзім Ақтөбенікімін деп сезінемін. Мен қай жерденсің десе, Ақтөбенікімін деп айтқым келеді да, айтамын кейде. Бірақ мен Алматыда тұлға болып қалыптастым да, адам болып, тұлға болып, есім дұрыс болып қалыптастым. И мен Шымкентте де тұрғанмын. Менде шымкентский кішкене пысықтық та бар да. Шымкентский пысықтық, шымкентский мындай бір еті тірілік бар. Арамдық деп, қулық, арамдық жоқ ондай. Еті тірілік пен пысықтық бар кішкене. Ақтаудың дерзкісі бар менде. Дік еткізіп айтып тастаймын, адайлар сияқты. Табымын ғой все-таки, табымдар сондай кішкене жауынгер қалыппыз да біз. Әдесе әмә деп, мәдесе ә деп тұратын қалыппыз. Әдесе ә, мәдесе мә деп тұратын қалыппыз. Сосын менде Алматының кішкене интеллекті бар, және мәдениеті бар. Мен мәдениетті күшті, мәдениетті топ қалам кейде. Күшті мәдениетті, интеллектуал әңгімелер айтып кететін қасиетім бар. Жалпы сондай жан-жақты адамбыз. Нұрлан Жанай аз ұйықтайсыз ба дейді. Ма қызғанамыз дейтін шығар десем. Сіздің дейді, тегін сабағыңызды көріп дейді, күшті мотивация алдым дейді. Мотивация алуды адамдар көріңіздер. Сіздер мотивация алмай жүрсеңіздер, жұрттан мотивация алып жүрсеңіздер. Motherfucking алып жүрмеген жоқсыңдар ма әйтеуір? Motherfucking алып жүрсеңдер жаман болады. Сізге Алланың нұры жаусын. Қай қала ұнамайды дейді. Барлық қала ұнайды. Бүкіл әлемді жақсы көремін мен. Қарақалпақтың паңқылдақтығы бар. Қарекеңнің маған паңқылдап отырамын. Паң мақтаншақтық өтіп кеткен менен қарақалпақтардан. Кеңпейілдігі бар я. Қарақалпақтан андай Шоқан Уәлихановтың шешесі Қарақалпақ екен ғой. Менің де шешем Қарақалпақ. Қарақалпақтың ішінде Мүтен деген ру бар. Мына Камаловтардың руы ғой Мүтен деген. Менің атам Парахат Сабуров деген авторитет кісі болған кезінде Қарақалпақтан, ел басқарған кісі болған. Анау Қалибек Камалов деген кісі болған Қарақалпақтан. Ақыр Қарақалпақтарға риза қылып қою үшін айтып отырмын мен. Сендерге жем болып келемін негізі. Сол Қалибек Камаловтың қасында істеген Парахат Сабуров деген мен атам, нағашы атам, дайым ғой, дайы дейді ғой. Сол дайы атам Парахат Сабуров деген өте
стат кісі болған, бойы ұзын әдемі кісі болған. МГУ деген университет бар, Ломоносов атындағы Москва Мәскеу мемлекеттік университетін, МГУ, Московский государственный университет имени Ломоносова. Соны қызыл дипломмен бітірген, орыс тілі әдебиетін. Өте сауатты, сөйлеген кезде оратор, сондай күшті кісі болған. Сол Қарақалпақстан Республикасының дамуына өте көп үлкен үлес қосқан. Газ алып келуіне, су алып келуіне. Қарақалпақстанның бүкіл жерінде газ бар. Қазақстан көп жерінде газ жоқ, Қарақалпақстанда бүкіл жерде газ бар. Ауыл, колхоз, совхозына барсаң да газ бар. Сосын барлық жерде свет, не бар, темір жол бар. Соның бәрін біздің аталарымыз, менің атам істеген екен, оказывается. Сондықтан қарекеңдер мені жақсы көреді. Так что солай ағайындар. Барлығының қаны бар енді. Анадан миксовать етіп бере салған ғой бір адамға. Түр десе түр, бой десе бой, шаш десе шаш, қас десе қас, сөз десе сөз. Бәрін беріп тастаған ғой бір адамға. Құдай деген шебер ғой. Әлемде көп жерде де болған жоқ қой, сол Таиландта болдым бір-екі рет. Түркияда тұрдық 7 ай деген сияқты. Сондай майда-шүйде елдер ғой. Европамен осы Құдай қаласа Америкаға бару керек болып жүр. Сондықтан махаббат бар жерде Алла тағаланы жақсы көріңдер, главный. Алла тағаланы жақсы көрген кезде сен оған шынымен шынайы шүкіршілік ете аласың. Бір адамға жақсы көрмей тұрып, сен шынайы шүкіршілік ете алмайсың, рахмет айта алмайсың. Біреуге благодарный болу үшін мақтаншақ екенсің дейді. Зәуре деген кісіні блоктап жіберейін, мақтаншақ екенсің деп қарсы шыққан үшін. Махаббат бар жерде благодарение бар, алғыс бар, шүкіршілік бар. Қорқыныш бар жерде құнсыздандыру бар. Біреуді қорқсаң, сен оған нападать еткің келіп тұрады да. Нападение, атакаға шыққың келіп тұрады. Солай. Түнде де сабақ өте беретін болдық қой, кәдімгідей. Квантовый скачок, Құдай қаласа, бүкіл Қазақстанда басталып жатыр қазір. Сондықтан ел дамиды. Менен басқа ертең көресіздер, 1000-2000 адам квантовый скачок туралы айта бастайды. Бір-бірінен өткен күшті айтатындар пайда болады. Алғашқылардан біз бастап жатырмыз ғой енді. Бір-екі адам бар. Мақпал Қаратай деген кісі бар, Айдын деген жігіт бар, молодец. Сол енді кісілерге де рахметімді айтамын. Ол екеуінде Мақпалмен бір-екі рет кездескен, Мақпал Қаратаймен жақсы көремін. Айдын деген жігітпен кездеспеген, бірақ оны да жақсы көремін. Бәріміздің елегеніміз бір терінің пұшпағы. Бірақ тек қалтаны ойлай бермей, халықты да ойлаған дұрыс. Егер өздері көріп отқан болса, құлақтарыңызға платина сырға Мақпал мен Айдын ақша деп өле бермей, арасында ел үшін, халық үшін жұмыс істеген дұрыс. Осознанные люди өздері приходят, мынау деген әңгімелерді я тоже знаю, білемін. Бедное мышление, богатое мышление дегенді хорошо знаю. Но 80% тегін болу керек та, даже 90%, 10% ақыл болу керек. Мен тура солай жасаймын. Және сіздерге де кеңес беремін. Онымен мен аз ақша тауып атқан жоқпын, онымен мен жаман болып атқан жоқпын. Күшті болады наоборот. Квантовый скачок болып атыр. Байқайсыздар ма, біздің футболисттер күшті ойнап кетті аяқ астынан. Қазақстанда ең нашар спорт ол футбол еді. Біздің боксшыларымыз и так күшті бұрыннан. Күресетіндер қатты күшті, шахмат бұрыннан күшті. Қазақтың шахматистері әлемде бірінші, екінші орында жүреді, постоянно, қыздар әсіресе. Шахматтан күштіміз біз, бокстан күштіміз. UFC күшті, UFC-ден жігіттер көйіп кетті қазір. Асу, Азат, Мақсум дегенше Шапкаттың қасында бір 4-5 жүр минимум, мысалы. Мұның барлығы нені білдіреді? Бұның бәрі квантовый скачок басталды бізде. Бірақ сол не квантовый скачок спорт пен өнерден ары аспай жатыр да, көрдіңдер ма? Потому что қазақтар не дейді? Балдардың бәрін аттарын батыр деп қояды. Батыр болсын деп батырдың құрметіне қояды. Немесе ақын болсын деп қояды. Батыр болар ма екенсің, ақын болар ма екенсің дейді да. Ақын дегеннің әнші ғой енді, әнші анау сол той томалақтың айналасындағылар. Димаш Құдайберген, Қайрат Нұртас дегендер сол ақын болар ма екенсің деген дұғадан шыққандар, батадан. Батыр болар ма екенсің дегенде сол Шапкат Рахмановың бар, UFC-дегілер, төбелесетін боксерлар, спортсмендер. Енді бізге ғалым болар ма екенсің,
әулие болар ма екенсің деп шығару керек қой өлең. Көрдіңіз ба? Әулиелер керек бізге. Өте көп әулиелер, әмбелер, сондай бір арқасы бар адамдар керек елді көтеру үшін. Сосын ғалымдар керек, мұғалімдер керек біздің елге. Біздің елге білім беретін психологтар керек, мұғалімдер керек, блогерлер керек. Политика деген ол любой адам политик бола алады егер кішкене арамдық болса. Политика деген арамдардың ойыны ғой. Тақтар таласа деген нәрсе ғой. Кім подножканы жақсы береді деген нәрсе ғой политика деген нәрсе. Түсінікті ма? Лас ойында ол политика. Политик болу үшін бір қатты ақыл керек емес, арамдық керек, сәл-пәл болды. 1%, 2% арамдығың болса, жоқсы политик болып шығасың. Сондықтан мен политика деген нәрсеге жолағым келмейді. Мен күшті советник боламын, бірақ политикаға бірінші не болғым келмейді. Бірінші первый руководитель болғым келмейді. Мен бола аламын, базар жоқ та, бірақ қырылысып, төбелесіп жақсы болмауы мүмкін көп адамға. Конфликтный адам да мен кішкене. Конфликтный адам болған кезінде мінезім жаман. Сондықтан мен осылай ақыл айтып білім беріп жүре бергенім дұрысырақ. Түсінікті ғой, Қазақстанда квантовый скачок басталып жатыр. Сол квантовый скачоктың самолеттер ұшайын деп жатыр скоро. Сол самолетке орын алып, билет алып кіріп алыңыздар. Жүре бермеңіздер, пойызбен бара саламыз ғой. Болмаса үйде жылқы тұр ғой, жылқыға мініп шаптырып бара салам, 1-2 ай деген болмайды. Самолетпен ұшып үйреніңіздерші, ал пойызға, таксиге міне бермей. Ұшақ бар, Air Astana деген ұшақтарға ұшып мініп үйреніңіздер. Пойызға, айндрайверге міне бермеңіздер, арасында ұшақпен ұшып тұрыңыздар. Тура солдай квантовый скачок басталып жатыр, соның ұшағына отырып алыңыздар. Мен сіздерді шақырып жатырмын арнайы. Адамдарда өзін тану деген нәрсе жаппай болып жатыр. Неге Instagram толық психолог? Неге бәрі ақыл айтқыш болып кетті? Өйткені халық соны қалады. Халық өздерін тани бастады. Самопознание деген нәрсе пайда болды халықта. Өзін тану басталып жатыр. Бұған дейін Шымкентте 24 күні болады. Уақытын сағатын білмеймін, айналайындар. Осы парақшаны қарап жүрсеңіздер. Сіздің тек түсіндіруіңіз жеңіл, жалпақ тілмен жақсы айтасыз. Бар сабағыңызды тыңдадым дейді. Күшті түсіндіремін мен. Мұғалім ғой, мен миссиям мұғалім болу, ұстаз болу. Адамдарда самопознание болып жатыр, өзін танып жатыр, өзін танығандықтан, оказывается, мен осындай екенмін, менде осындай қабілет бар екен ғой, мен осылай, менен спорт шықпайды, менен ән шығады, менен ән шықпайды, менен ғалым шығады деп өздерін тани бастады. 40-қа келгенде, 50-ге келгенде, 60-қа келгенде тани бастады адамдар. 30-ға келгенде деген сияқты. Биыл тани бастады сол, биыл өткен жылдар. А менде өзімді ғана емес, бүкіл әлемді кеңістікте Алла тағаланы тану, сезіну, түсіну болып жатыр. Түсінікті ма? Менде кішкене басқаша познание болып жатыр. Мендегі познание сверхпознание болып жатыр. Сондықтан сверхпознание тек қана менде емес, жаңағы бір 10 000 адамда пайда болады алдағы бір 2-3 жыл, 5 жыл меніңше. Примерно қазір біздің познаниеде біраз адам жүр, 500-дей адам жүр қазір Қазақстанда. Просто сіздер оны танисыздар, танымайсыздар, ондай қабілет сіздерге берілмеген. Тану, танымау деген. Құдайды танымас бұрын, хотя бы айналада жүрген, сол Құдайдың назары түскен адамдарды танып үйрену керек қой. Көрдіңіздер ма? Сверхпознаниесі бар адамдар танып үйреніңіздер. Біреу танымал болып, біреу шулатып жатса интернетте бір әңгімелермен. Оларға жапа-тармағай жұрттың жаңағы 1-2 блогер, 1-2 жаңағы радикальный адамның сөзіне еріп, оларға жапа-тармағай шабуылға шықпаңыздар. Кейс ұрады, кейс ұрады. Байқаңыздар. Обалға қалып қоймаңыздар. Сондықтан үлкен бір аудиториясы бар, үлкен бір әңгімелер, ірі әңгімелер айтып жүрген адамға шабуыл жасағанда байқаңыздар ағайындар. Проблема арттырып алмаңыздар. Өздеріңіздің познанияңызды анықтамай, біреудің сверхпознаниесіне секірмеңіздер. Таяжап қаласыздар просто. Болмайды. Нельзя. Жарай ма? Күлмеңіздер ешкімге. Неше түрлі қуатын адамдар пайда болады жақында. Қуатын, кішкене арқасы қудыртатын адамдар бар. Енді біз ғой кішкене ішінде есі дұрыс әңгіме айтамыз. Бір жұрттың бәрі мен сияқты есі дұрыс әңгіме айта бермей, басқаша трактовка жасау мүмкін, басқаша қуу мүмкін. Не осуждайте? Оларды осуждать етпеңіз. Оларды сынамаңыз, оларды мазақтамаңыздар. Жындының сандыраға келеді дегенде, жындының сандыраға келіп қалып жүрмесін. Сондықтан жындыларға күлмеңіздер егер, жынды деп ойлап қалсаңыздар, бұлар күлмеңіздер. Необычный адамдарды көруге дағдылана беріңіздер. Необычный адамдар көбейе береді бұдан былай. Ерекше адамдар көбейеді. Энергиясы өте біртүрлі адамдар көбейеді. Соған психологияларыңды психологиялық тұрғыдан, моральдық тұрғыдан
дайын болыңыздар. Жұрттың бәрі сіз сияқты жатып тұрып бір әрекет жасап жүруге міндетті емес. Неше түрлі түсініксіз адамдар пайда болады, және солардың барлығы солар басқаша адамдар кішкене. Түсінікті ма? Сақта дей бердің ғой, Молдабек, мен ешқашан эфирді өшірмегенмін. Қорға бермеші, сақта. Қарамайсыздар ғой бәрібір сақтағанмен. Не деген страх потеря құрсын? Страх потеря ол деген. Офлайн кездесу болу үшін өте көп ақша керек дей ма? Офлайн кездесу жасап жүрген жоқпын Алматыда. Сондықтан білім керек па? Квантовый скачок жасағыларыңыз келе ма? Жаңа деңгейге көтергілеріңіз келе ма? Ана жиған терген ақшаларын шығарып, бүкіл соңғы ақшаңызды жұмсасаңыздар, маған келіңіздер. Рахмет, ең бір дұрыс шешімдеріңіздің бірі болады биылдыққа ше, сол. Тереңнен түсіндіресіз дейді. Мен үстіртін айтып кеткім келмейді да, мен мыжып түсіндіргім келеді. Жіліктеп, мыжып, езіп, майын ағызып түсіндірем ғой, мен байғаған шығарсыздар. Майын ағызып тұрып. Квантовый скачокқа шыққан адамды квантовый адам деп айтады. Мен мысалы квантовый адаммын. Квантовый адаммыз да, квантовый человекпін мен. Оны 100% айта аламын, өзім қандай адам екенімді. Квантовый адам сеніммен, яғни өзінің нереальный сеніммен, адамға тән емес бір сеніммен, адамға тән емес деген қалай кетті де? Адамға тән емес демек қояқ, адамдар түсінбейтін бір сеніммен Аллаға табынады да олар, басқаша табынады олар. Олар нереальный түсініксіз бір Алламен байланыс орнатып алған, сондықтан кез келген мәселені шеше алады. Шеше алмаса да бір жағын жеңілдетіп береді. Гарантия деген әңгіме жоқ, бірақ шынымен бір шешілмей жатқан шытырманның бір жағы босай бастайды. Әйтеуір жаман болмайсыз бір сөзбен айтқанда. Күшті де, күшті әңгімелер айтып отырмыз жалпы. Кімге әңгімелер өтіп жатыр жалпы? Кімде қандай сезімдер оянып жатыр? Денелерің жыбырлап, бастарың ауырып, ұйқыларың келіп, немесе көздерің ашылып, шайдай ашылып кетіп, таңға дейін ұйықтамай жұмыс істеймін деген мотивация пайда болып отыр ма? Или просто деп қарап отырсыздар ма? Таңда да мына қара, түнде де мына қара деп күндізге шығу керек па? Неге ақымақтар бай заман дейді. Саян, шоғы, айналайын, тыңдап ал. Жақсылап екі құлағыңмен, мүмкіндік болса, тағы да бір екі құлақ қасыңа жинап ал, тыңдап ал. Бір адам бай болып отыр ма? Демек, ол бір нәрсені дұрыс істейді, немесе бір нәрсеге көбірек сізге қарағанда алғыс айта алады. Құрығанда ол басқа адамдарды құнсыздандырмайды. Біз біреулерді ақымақ санау арқылы біз біреуді құнсыздандырамыз, плюс өзіміздің жолымызды жабамыз. Байларға сөз тигізу арқылы, мықты білімді адамдарға сөз тигізу арқылы, оларға қарсы шығу арқылы, оларды өсектеу арқылы өзіңе сондай қасиеттің келуін жабасың. Бай болғың келе ме, ешқашан байларды жек көрме. Жемқорлықпен байған байларды айтып отқан жоқпын, таза өз күшімен байған байларды айтып отқан, адал жолмен. Ал енді оның қайсысының адал жолмен, арам жолмен байып жатқанын тексеретін ол мекемелер бар. Біріншіден ол мекемелерді айналып өтіп кетсе, оны қарайтын Құдай бар. Ал сіз ондай мекеме емессіз, және Құдайда емессіз, сол үшін бір жерді қысып жүрген дұрысырақ болады. Түсінікті ма? Олар ақымақ болып көрінеді жұртқа, бірақ өте ақылды адамдар. Ал ақылды болып көрініп жүрген адамдар негізі ақымақ адамдар. Түсінікті ма? Мен де көп адамға ақымақ болып көрінемін. Мынандай әңгімелерді ешкім тегін сауықты айтпайды. Мен көп адам ақымақ деп ойлайды. Бастан кеткен деп ойлауы мүмкін, шиза деп ойлауы мүмкін. Көрдіңіздер ма? Лағып кеткен деп ойлауы мүмкін, ненормальный деп ойлауы мүмкін. Нормальный нәрсе емес мына істеп жатқан нәрсе, түнде тұрып. Түсінікті ма? Сондықтан мен де ақымақпын кейбір адамдар үшін. Ойлай берсін. Мендей болып алсын алдымен. Мендей болып алсын деген қалай кетті дейсің. Сондықтан ақымақтар бірдеңе деп байларды құнсыздандыруға болмайды, бауырым, ұят болады. Өзіңе зиян жасайсың, тіліңнен табасыңыз, өйтіп айтпа. Ақымақ адам бай болмайды, дұрыс айтады не. Ол просто ақымақ болып көрінеді солай, образ. Пайда болып жатыр дейді. Пайда болып жатса бөліссеңші енді, Қаралпастанның ақшасынан көрейік.
квантовый скачок дегенде не айтасыз ба дейді Нұрлан мырза. Ой, сен салтанат айналайын ау, блокқа кетіп қаласың ғой мынандай сұрақпен. Ақмақ деген шай ішіп кеттім дейді. Басынан бастап бүкіл 15 сағат қараңыздар. Денеде энергия жүріп жатыр дейді. Мен тренингке слайд жасап тастадым, айтатын сөзім жазып тастадым дейді. Мен сізді көргеніме 3 күн болды, ерте көрмегеніме өте өкіндім дейді. Еш нәрсе ерте емес, ешқашан кеш емес, бәрі өз орнымен, бәрі өз уақыт сәтімен. Ничего никогда не поздно, никогда не рано, все вовремя. Барлығы өз уақытында болып жатыр. Сондықтан бір жерлерің ашымасын қатты. Арқам қозып отыр дейді. Кітап алсақ қашан тренинг өткізе аласыз дейді. Құдай қаласа көреміз оны, білмеймін. Алматыда өткізгім келіп тұрған жоқ. 3 рет тегін өткіздім, енді күшті қылып платный қылып өткізгім келеді. Бай адам балыққа оңаймен кеткен жоқ дейді. Балыққа оңаймен кеткен жоқ. Бүйтіп айтады. Бай адам балыққа оңаймен кеткен жоқ деп. Сондай мен қарап жүрдім. Өзің қандайсың, сондай болу керек. Өзің қандайсың, сондай болу керек. Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Сағынып қойсыз дейді. Сағындым Алматымды, сағындым алма бағын, сағындым нұрланымды, нұрланған сабақтарын, жанайдың ұрысқандарын, сағындым тікелей эфирімді, сағындым квантовый скачокты. Ой, бірінші рет сізді көріп естуім Алланың қалауымен дейді. Онда сол Аллаға шүкіршілік етіңіз. Мобилографияға эксперт, көз қарасыңыз. Күшті нәрсе ғой мобилография деген. Мобилография, фильмография деп ұра көрсеңдерші. Тема ғой дейді. Көз қарасын бұлай. Қараңыз. Осылай көз қарасын. Квантовый скачокқа көз қарасын қайсы. Маған көз қарасын қайсы, сөзге көз қарасын бұлай. Что за тупые вопросы деген көз қарасқа менде. Вы как я иногда шиза дейді. Вы как я иногда шиза. Сізге Алла разы болсын дейді. Шымкенттегі 24 болатын командамды жинап жатырмын. Біразы кітап алып жатыр дейді. Күшті. Тағы кімге көз қарасым керек? Айтыңдар, любой нәрсеге көз қарас көрсетіп беремін. Көз қарас сұрасаңдар, айтыңдар әсілешті. Мен сізді мақтан тұтамын. Аманшылыққа не үшін мақтан тұтасың мен? Екі топ бір қағаңыз емес мұңа мен. Әлі екі сөз күштін айтып бар опа. Екі топ бір қағалғаның ба деп айтады ғой біреуді. Сол сөзін айт. Сосын көпірде көт қағыспайтын деген сөз бар. Біреу негатив жазып жатса, сол ренжіп жатқан адам айтасың. Көпірде көт қағыспайтын адамның әңгімесіне ренжіп не болды сонша деп. Ойлашы, көпірде келе жатады да, трин көт қағыстырып өтеді. Күлкілі да, мен соны елестетіп күлкім келе береді. Екі туып бір қаған дегенде ауыр ғой негізі. Екі адам туылады да, бір өліп қалады деген сияқты. Өзіңізге де психолог керек дейді. Сырты күшті дейді. Түстім не айтқаңызды. Үтір нүктелерін қойып айтпасаңдар ғана сөйлемдерін былай да. Деп айтасыздар, түсінбеймін онша. Кішкене пунктуация деген нәрселер болады ғой. Пунктуация, интонация, коммуникация деген сияқты. Деградация деген сияқты. Интеграция, коллаборация. Көп болды. Циямен бітетін сөздер. Информация деген сияқты. Трансформация. Квантовый скачогизация. Вулканизация деген сияқты. Мұхтар Шахановтың сөзі бар еді ғой.
цивилизация деп жүріп біреудің канализациясына түсіп кетпейік деген. Сол сияқты трансформация деп жүріп канализацияға түсіп кетпеңдер. Қайырлы кеш. Бүгін тіркелдім дейді. Күшті болыпты бүгін тіркелгеніңіз. Бірінші рет көріп естіп жатырмын дейді. Былай ғой міне. Қайырлы кеш. Бүгін бірінші рет естіп, көріп естіп жатырмын. Сіз жайлы деп қояды. Сіз жайлы. Ендігі сұрақ дейді. Ендігі сұрақ. Депутаттар сияқты сұрап отыр ғой. Мен министрмін дейді тұрған алдында. Ендігі сұрақ. Кітап қайдан ала аламыз дейді. Ауыр сұрақ қойды. Кітап қайдан ала аламыз деген. Это очень сложный вопрос. Это вообще қыдықтап қалатын сұрақ қой. Қайдан ала аласың? Қиын ғой ол кітапты. И бағасы қандай дейді. Мынау енді потолок болды. Бағасы қандай деген. Ауыр сұрақ, өте ауыр сұрақ. Кітапты қайдан аламыз? Сүтсайға көзқарасың бай. Мынау кімге көзқарасың? Жанат Қазанғозовқа. Мынау Омар Жерліге көзқарасың. Шуттың көзқарасы ғой меніңше. Шутский көзқарасы. Битіп билейтін көзқарас қой менде Сусаға. Балай билей ма? Қалай болды? Бит билейтін, көзді жұмып тұрып билейтін көзқарас менде. Неге дейді? Жағымсыз сабақ, мәдениетсіз сөздер, көпшілікпен жұмыс жасап отырсын балам дейді. Апай, ақылыңызды балаларыңызға айтарсыз, сау болыңыз. Балаларыңды тәрбиелеңдер, түнде отырмай, түнге сабақ қарамай. Ұйықтаңдар ерте. Ана дейді да, олардікі дұрыс деп отырсыз ба? Сонда дейді. Мен дұрыс, бұрыс деп бірдеңе айтқан жоқпын жалпы. Ештеңе айтқан жоқпын. Мен бүйтін. Болды, көзқарас осы. Кішкене сарказм деген нәрсе болады да, ирония деген нәрселер болады. Сарказм деген бар, ирония деген бар, сама ирония деген нәрсе бар. Екіге бөлінеді ирония. Сама ирония. Ирония просто. Юмор деген болады сосын. Юмор. О, мар деген сияқты ғой. Юмор. Сарказм деген сөз. Жанат қожам жарық деген сияқты примерно. Сама ирония деген сөз. Нұрлан Жанай деген сияқты. Түсіндіңіздер ме? Осы үш сөз жаттап алсаңыздар, өмірлеріңіз кішкене жеңіл болады. Және оңайырақ болады. И күліп жүрген адам, өз-өзіне күле алатын адам, мен өз-өзіме күліп отырмын да, негізі. Мен өзім күліп отырмын, қуып ше. Қуып, кішкене лағып, өз-өзіме күліп отырмын. Менің қасымда адамдар жоқ, сіздер ойламаңыздар мен біз. 1000 адамның алдына шығып қуып отыр деп. Мен соткаға қарап, өзіммен өзім сөйлесіп отырмын. Сіздер өздеріңіз жыртылып аласыздар. Түсінікті ма? Сондықтан со стороны қарағанда шиза болып отырмын, былайша айтқанда. Не айтасыз тағы дейді. Не айтасыз тағы? Не айтасың тағы? Нең бар айтатын деп тұр ғой енді примерно. Айтатынды айтпаймын, істеймін. Аламда бүйтіп блокқа тығам болды. Аламда бүйтіп Қадирова Бегім қызы, ол Қызылорда қаласындағы адам квантовый скачокты биылдыққа көрмейтін болды. Сау бол деймін да бүйтіп блокта айтылам болды. Кітабыңызды қайдан аламын дейді. Парақшада бүкіл видеоларды қарап шықсаңыздар, соның ішінде бір 10 рет кітап туралы айтқан шығармын. Кітапты мына нөмірден аласың, мына нөмірге төлейсің, сол нөмірге жазасың деп 100 рет айттым мен, шыны керек бар ғой. Сосын ана актуалка деген болады былай. Менің басым тұрады, астында бір деген жазулар тұрады, мақтанатын жазулар. Сосын андай дөңгелек актуалкалар тұрады, соның біреуінде әйтеуір кітап деген жазу тұрады. Соны қарасаңыздар нормальный боласыздар. Менен алсаңыз болады деп қояды мынау. Рау Қаппар қызы деген кәдімгідей күшті саудагер, молодец. Отырып, моментте менен алсаңыз болады. Менен алсаңыз болады. Келіп қалады да күтпеген жерден. Молодец, күліп өтірік. Квантовый ғылым деген нәрсені жасап жатырмын жалпы. Соның жайлап кітап жазып жатырмын квантовый скачок туралы. Мен қанша қуып жүрсем де әйтеуір елге бір пайдалы бірдеңе істеп жатырмын.
А ты что делаешь деген сұрақ қой енді. Мен өзімнің жұмысымды жасап жатырмын. Я делаю свою работу, былайша айтқанда. Алланың қалауымен, көк тәңірдің қолдауымен, жаратушының мүмкіндігімен, барлық құдайлардың мүмкіндігімен әйтеуір жасап жатырмын. Аттары бөлек-бөлек болмай, бәрі бір құдай ғой айналып келгенде. Сондай квантовый ғылым жасап жатырмын ағайын. Осы іске, ізгі іске сіздердің көмегіңіз қажет. Көмек қажет. Бүкіл Қазақстаннан партнер болып бірге атсалысайық. Группалар ашыңыздар. 100 адам, 1000 адам тығыңыздар да менің 15 сабағымды дәріптеңіздер, көрсетіңіздер, түсіндіріңіздер. 10.000 теңгені бір ел болып, әулет болып, 1000 теңгеден жинасаңыздар да 10.000 теңге тауып, кітапты алыңыздар. Кітаптың нөмірін жазып қоямын мына жерге қазір. Сол кітаптың нөміріне, сол нөмірге ақша төлейсіздер де, сол WhatsApp нөмірге жазасыздар. Мына Каспий нөмірді жазып қоямын, осыған ақша жіберіп 10.000 теңге. Егер сол жақта серіктес болса, сол серіктеске ақша беріп жібереміз. Серіктес болмаса, өзіміз алып, өзіміз поштамен салып жібереміз. Мына нөмірді сақтап аласыздар, қазір жазамын төменге. И прикрепить етіп қоямын. Міне 10.000 теңге кітапқа. Не көрдіңіздер ғой? Прикрепить. 708 111 6094 деген нөмірді соған 708 111 6094 қайталап көретіндерге айтып отырмын. 708 111 6094 соған 10.000 теңгеңізді жібересіз. Қай қалада екеніңізді жазасыз WhatsApp-қа. Каспийде WhatsApp-та бір нөмір сол. Сосын күтесіз сабыр сақтап. Ол адам ұйықтайды түнде 1-де 2-де ұйықтайтын адамдар болады екен, оказывается. Біз ғой ұйықтамай жүре береміз, адамдарға жаза береміз. А некоторые люди в это время спят, оказывается. Сол үшін түнде 2-де жазып алып, неге жауап бермедің деп 3-те, 4-те, 5-те жаза бермеңіздер, ұят болады. Бір әрекет жасау керек та, күту керек. Есікті тық-тық-тық қағасың, күтесің. Шығады өзі. Даң деп ұра беруге болмайды да кішкене. Сондықтан WhatsApp-пен сөйлесу мәдениетін танымайтын адамға бірінші рет сөйлесіп жатқанда бірден аудио жіберуге болмайды. Аудиода не бар екен құдай біледі, ол адам психикасына ауыр бірдеңе болып кетуі мүмкін, біреу бірдеңенің дауысын шығарып жатқан болуы мүмкін деген сияқты түрлі нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан текстпен сәлеметсіз бе деп текстпен жазыңыздар. Аудионы тек өзіңнің жақын бір партада отырған достарыңа, бір бәлішті бөлісіп жеген курстасыңмен жазысуға болады. 10 жыл, 20 жыл бірге жұмыс істеп, арақта бірге ішіп, бір-екі рет төбелесіп, бір-бірін жамандап жүрген коллегаңмен аудио жіберуге болады. Бірақ бір көрген адамға аудио жіберген ұят болады. Түсінікті ма? Соны үйреніп алыңыздар, ұят болады. Балдарыңызға ұят болатын заттардың тізімі көп, соның ішіне қосып қойыңыздар болсын. Аудио жіберме балам, ұят болады деп. Жарай ма? Мәдениетті халыққа айналайық. Мәдениетті ұлтқа айналайық. Интеллектуал ұлтқа айналайық. Тойшыл ұлттан шаршадыңдар ғой. Тойшыл, мақтаншақ, ата-бабам осындай болған, ата-бабам осындай болған деп мақтанатын ұлт болдық осы жылға. Кітап үшін сыйлық, қойын күшті сыйлықлар, сонда салым тез болады, және ол сыйлық обязательно беріңіз дейді. Түсінбедім, не айтып жатырмын? Стихотворение болып кетті ғой, мынау ғазал болып кетті ғой. Кітап үшін сыйлық, қойын күшті сыйлықлар, сонда салым тез болады, және ол сыйлық обязательно беріңіз. Шақла көзлерің деген ғана жетіспей тұр оны жерге тек қана. Шабыт оянып отыр ғой, көріңдер ғой. Жалған-ай. Сабырсыз пенделеріңе сабыр бере көр, білімсіз пенделеріңе білім бере көр. Сауатсыз пенделеріңе хотя бы қазақша сауат жазатын білім бере көр. Ағайын. Квантовый скачок шыға алмай жүрген халқыңа квантовый скачок бере көр. Квантовый скачок деген не деп сұрай беретін халқыңа сана бере көр. Ұл берсең сана бер, сана бермесең ала бер дейді. Оқырман берсең сана бер, сана бермесең отписаться ете бер. Кітап кванттық ғылым туралы ма дейді. Сәл рецензия айта кетесіз бе? Өтініш жоқ рецензия, жоқ. Энергия туралы, энергия. Жадыра фейслифтқа юмор бере көр. Абылайхан Батырбайға сабыр бере көр.
Дәуіржан Ордаға тал бере көр. Салтанат Қалдыбек қызын мені бір ведьма деп стерва әйелмен салыстырған үшін зынданға жібереміз. 24-не обязательно барамын дейді. Живой сабақта жыртылып, ішек қарындарың ақтарылып қалады. Кішкене ішектеріңді дайындап келесіздер ғой. Алматыға тренинг күнді белгілесеңші, өтінішті. Тренингтердің үшеуі болды ғой. Тегін тренингті қашанға өте беремін біріне. Мен бала шағам жоқ па, бақпаймын ба бала шағамды. Мен бала шағам детсадымнан беруге ақша сұрайды. Нұрлан бейшара тегін тренинг өтіп жүрген соң деп тегін бала шағадан тегін беріп жатқан жоқ ешкім маған. Таксиге отырсам ақша сұрайды менен бәрі. Единица салсам единица сұрайды бір. Ел үшін, халық үшін істеу, еңбек етіп жүрсің ғой деп 5.000 теңге ешкім единица салып жатқан жоқ маған. Ешкім телефон беріп жатқан жоқ. Ешкім үйдегі светтің ақшасын төлеп беріп жатқан жоқ. Біреуге сен тегін сабақ өтіп жүрсің ғой, бейшара тренинг өтіп жүрсің оған қоса. Деп ешкім ештеңе төлеп беріп жатқан жоқ ағайын. Сондықтан 3 рет тегін, ергезек 3-ке дейін дейді. Алматыда 3 рет өткіздім тегін. Болды енді жетер құрсын. Ақша табайық бізде, бала шаға байық, бізде байығымыз келеді. Алматылықтар көп екен деп тегін бере беріп дымымыз қалған жоқ, шыны керек. Дымымызды қалмай сыпырып кетті ғой мына халық. Кітап алғандарға дейді. Кітап алғандарға енді кітапқа төлеген жоқсың, тренингке төлеген жоқсың. Айналайын Айгүл Қарауылы бар, қатты наглеть етпеңіз. Наглость второй части деп қатты кетпеңіз. Блокқа кетіп қаласыз, қатты кетемін деп жүріп. Алматыдағы тегін тренингтер бітті осымен, алмай-ақ қойыңдар егер сол міндет болса алғандар. Кітап алғандарың міндет болса айналайындар алмай-ақ қойыңдар, әкеп тастаңдар үйге. Любой адамға беріп жіберемін 10 000 теңгеге. Так что білімді алыңдар ма, міндет қылмаңдар. Астанада 17-ші, осы жексенбі күні Астана қаласында болады. Астана қаласында болады 17-ші қыркүйек күні, 24-ші қыркүйек Шымкент қаласында болады. 1-ші қазан Қызылорда қаласында болады. Тренинг ол Астанаға әлі бір рет те барған жоқпын. Сондықтан кітап алғандарға тегін тренинг жасаймын. Кітапта тегін болып тұр ғой, получается. Кітаптан түскен ақшаң бәрі жолға кетеді, сонымен кітаптан да пайда жоқ, тренингтен де пайда жоқ, халық үшін ризашылық үшін істеп жатқан нәрсе былайша айтқанда. Енді бірақ Алматыда ай сайын өткізіп тұратын шамам жетпейді, және керек, дұрыс түсініңіздер. Үлкен дайындық керек, үлкен энергия керек ол деген. Кітап аласыз, болды. Астаналықтар, міне нөмірге Шымкент 17-ші жазып жіберіңдер комментарийге. 17-ші қыркүйек күні Астанада барам деп. Сол группа бар, Астананың группасы. Сол жерге қосыласыз. Шымкенттіктердің міне Рау Қаппарқызы деген кісі отыр. Шымкентский. Сол кісіден аласыздар. Енді бізге лақтырсаңыздар Рауға салып жібере саламыз, Раушан ханымға. Ақша беріп энергия сатып аласыздар. Энергия деген еш жерде сатылмайды, заправкада сатылмайды. Бензин сатылады, арзан бензин. Біздікі арзан бензин емес, біздікі қымбаттау, вообще басқа адами бензин ғой біздікі. Ақша бересіздер, ақшаға сіздер білім алмайсыздар, энергия аласыздар, энергия, түсіндіңіздер ме? Қай жерде және ол не үшін істеу керек, бірдеңе, шірдеңе деген сұрақтарға сол 1-2 күн қалғанда болады бұйырса. Пока что адам санына қарай барлық номер осы 6094-ке 10 000 теңге төлейсіздер. Сосын осы WhatsApp нөмірге, WhatsAppқа жазатын кезде сақтау үшін +7 708 деп жазасыздар. Түсіндіңіздер ма? Сөйтіп WhatsAppқа чек жібересіңдер де, мен Астана қаласында тұратын едім, айналайын. Тренингте келіп алып кетесіздер, оны поштамен салмаймыз. Кітап толған энергия ғой дейді. Машалла, киелі Медина қаласынан сізге дұға еттім. Бай қуатты мұсылман болыңыз. Әумин. Бай қуатты болайық. Бай деген сөз, ақша, изобилие, қуатты деген сөз, энергичный деген сөз ғой. Қазақ деген бірге қоса салған ғой. Бай қуатты. Қуат деген күш, қайрат, қуат деген нәрсе, энергия ғой, пауэр ғой, пауэр. Ана нөмірді сақтап алыңыздар. Астана, Шымкент, Қызылорда, тағы жер бар. Барлық ел, мысалы, Орал, Ақтөбе бәрі. Егер 50 адам жиналса, өз қалаңызда тренингке барам. 50 адам жиналмаса, просто кітап аласыз. 708 111 60 94 нұрлы О деп шығады. Соған 10 000 теңге саласыз. WhatsApp-ына жазасыз. Мен нұрлы айналайын чегіңді ал, бізге кітапты қалай алуға болады.
Егер тренинг болмайтын болса почтамен салып жібереміз, тренинг болатын болса тренингтен кейін менің қолыма аласыздар. Мына Саян деген бала бар ғой, бала кішкентай бала екен да, еще кішкене жас екен. Патолог қанша таптыңыз? Оқысайшы, ана биода тұр ғой бәрі, биода тұр ғой. Миллиардтаған ақшалар тұр ғой биода. Кімге жазылып жатқан кезде кімге жазылып жатырмын? Түрі қандай деп аватарын ашып қарап. Биода тұрады, 3 қатар сөз тұрады, сол 3 қатарды оқуға білімі жетпеген адамда не сұрайсың енді? Патолог, матолог деп өшіріп тастайыншы, нейромат дейді осы бәле. Қайда мынау? Таппай қалдым ғой. Өшіріп тастайын болды. Рухани әңгіме айтып жатсақ, патолог, матолог деп. Конечно, 17-сіне дейін салу керек қой. 17-сіне дейін салмасаңыз, заранее салмасаңыз, біз откуда знаем, сколько людей приходит, какой зал вообще, қандай 100 адам келе ма, 50 адам келе ма, біз білмейміз. Соған сай бізге заранее надо планировать, чтобы сендер сыймай қалу үшін, сіздерге дискомфорт болмау үшін, заранее надо платить. Сосын соған сай біз кітапты алып барамыз, самолетке салып. Соған сай біз зал жалдаймыз. Соған сай адамдар жалдаймыз, көмектесетін. Айналайындар-ау, қашан ел боламыз. Бәрін уақытында төлесең, картошка сатып отқан жоқпыз ғой. Міне 1 кило картошка 500 теңге деп сататын. Картошка емес қой, бұл кітап қой, кітап. 8-ші этажда тұрам, лифт жасамай тұрды, шаршап келе жатқам, есік ашайын деп үйге жақындар алдында лифт жасап тұр деп кірдім, қарасам жасап тұр, квантовый скачок па дейді. Енді бәр нәрсен квантовый скачок дей бергенде болмайды. Соның элементтері ғой, соның симптомдары ғой. Керемет жазылған кітап, ақша беріп энергия толған кітап аласыздар дейді. Міне Рания ханым дұрыс айтып отыр. Жақында Тағаташқа барам, не әкеліп берейін дейді. Білмеймін, ештеңе керек емес. Өзіңіз барып сәлем әкеліп берсеңіз болады. Өзім де барам ғой, Құдай қаласа. Өзім де барам. Ол жақтан не алуға болады? Энергия әкеліп беріңіз, Тағаташтың энергиясын. Нөмірді сақтап алыңыздар ғой, скриншот жасап, 708-111-60-94 нөміріне Нұрлы О деп шығады, Каспиде 10 000 теңге жібересіз. Сол скриншот жасап дайректке жібермеңіздер, дайректмен қарамаймын скриншот. Сол дайректте чекті аласыз да неге жібересіз? WhatsApp-қа жібересіз. WhatsApp-қа жіберіп сұрайсың, менің атым Асыл, сәлеметсіз бе деп сұрақ бірінші амандасып алу керек. Сәлеметсіз бе? Менің атым Асыл, мен Астана қаласында тұрамын. Қатты тұрып қоям тұрғанда, былай тұрамын, тоқтамай. Қимылдамай тұрамын деп айтасыздар. Осы Астана қаласында тұрамын, тренингке барып кітапты аламын. Мені тренингке тіркеп қоясыз ба? Маған бір орын алып қойсаңыздар. Бір стульчик болса жетеді. 2 стульчик емес, бір стульчикке отырамын деп айтсаңыздар, түсінеді ол кісі. Біз сіздердің ақша төлегендеріңге қарап, біз бал ашып білмейміз сіздердің қай қаладан келетініңізді, қайда баратыныңызды. Ондай бал ашатын қабілет жоқ әзірге. Он 15-інде салсам бола ма, 16-сында салсам бола ма деп бүгін салсаңшы, 10 000 теңге жоқ па не? 15-16-та жүргенде. Бүгін уже 14-те уже. Тағылған кезде ана. 23-59-да салсаңшы, 16-сы күні. Что 17-сі болып кетпей тұрғанда, 1 минут қалғанда. Сосын орын табылмай қалып, жаңа не деп отырасыз, коридорда отырасыз. Квантовый скачок бірдеңе деп айтам, қоямыз атын, аты пока белгісіз болып тұр. Сондықтан мына айтайын дегенім, енді нөмір өз алдында партнер болсаңыздар, 4 ай жаңа жылға дейін партнер болу мүмкіндігі бар. Партнердің ішіне мен келесі тренингтердің бәрін 50 000 ба 100 000 бағыл жасаймын, соған тегін қатысасыздар, нешеуі болса да бүкіл қала бойынша 200 000 теңгенің ішіне кіреді, 200 000 теңге төлеп партнер боласыздар. Мен сіздерге сатуды үйретемін, мені сатасыздар, мен күшті адаммын, мені сатып баюға болады. Мені сатасыз, еще байыз. Сосын мен сіздерге сатуды үйретемін. Мен қалай сатуды сіздерге үйретемін. Мен өз-өзім сата алмаймын, бірақ сіздерге өзімді қалай сатуды үйретемін. Адам өз-өзін сату қиын ғой. Сондықтан сіздерге үйретемін да, сіздер сатасыздар мен. Сөйтіп 4 ай бойы пайдаға қарық болып, ақшаға малынып жатырсыздар бұйырса. Өте күшті ақшалар жасайсыздар. Ақша таппаған күннің өзінде сен тренингке бәрібір сол ақшаң кетеді. Бәрібір сол сатуды, маркетингті үйренемін. Сол ақша кетеді. Бәрібір менімен бір сөйлескенін 200 000 теңге негіз. Сіз менімен бір емес, 100 рет сөйлесіңіз мүмкін жаңа жылда. 30 рет сөйлесіңіз мүмкін, 20 рет сөйлесіңіз мүмкін. Безлимит сөйлесе бересіз, короче. Групповой да, групповой бірақ.
жеке-жекеге шамам жетпейді, сол үшін групповой ұрамыз. Уақыт жағынан, энергия жағынан тиімді болады. Сондықтан 200 мың теңгені табасыз, бір айлық жалақыңызды саласыз, байисыз, короче. Оның ішіне 4 ай бойы мен жұмыс істейсіз партнер болып, тренингтен ақша табасыз, ақылы тренингтен, кітаптан ақша табасыз, курс сатасыз, топтық коучингтен 100 мың аласыз, әрбір сатылымнан. Жеке наставничестводан 500 мың аласыз. Оның құны 5 миллион, соның 10%-ін беремін, клиент тапсаңыз. Сондай керемет жұмыс істеуге болады. Тегін қылып қойсам 1000 адам келеді, сол 1000 адамға энергиямыз, олар ақша төлемегеннен кейін оларға өздері сияқты адамдар келеді. Мен қазір тегін 1000 адам жинап командаға жүре аламын, бірақ оларға да әрқайсысына 1000 адамнан келеді тегін. Сөйтіп олар выгорание болады. Мені выгорать етеді, сөйтіп бәріміз выгорать етіп, ақшасыз отырамыз мұрнымызды бүйтіп. Сондықтан басын ақшамен бастау керек. Сол үшін 200 мың теңге. Мен негізі 15 сабағым, 1,5 миллион сабағын беріп тастадым итак сіздерге. 1,5 миллион болмаса да Нұрекеме рахмет деп 200 мың теңгені беріп партнер болсаңыз, соңыңыз былай жетеді. Квантовый ғылым деген нәрсе, тегін сабақтар жасаймыз. Міне мына 15-ші тегін сабақ бүгін. Ровно 14 тамызда басталды, 14 қыркүйек күні түнгі 1-де аяқталып жатыр. Тегін сабақтар береміз квантовый ғылым жайлы, рилстар беріп жатырмын мен күнде салып. Сосын кітаптар шығарамыз, мына энергиямен деген кітап бітейін деп жатыр. Егер халықта сұраныс болса, тағы да шығара саламыз. Сосын тегін тренинг жасап жатырмыз, кітап алғандарға бір-бірден әр қалаға. Алматыда 3 рет өткіздік, уже 4-ші рет болмайды. Шымкентте 2-ші рет өткізейін деп жатырмыз тегін. Алдын 1 рет өткізгенбіз. 1 рет өткіздім бе? Бір-ақ рет өткіздік. 2-ші рет болайын деп жатыр Шымкентте. Сонымен Шымкентке де ақылы қылып жасаймыз. Ақтауда 1 рет өтті, 2-ші рет тағы бір тегін қылып жіберіп өткізгім келіп тұр, тағы жаңа аудитория болса. Сондықтан кітаптар таратамыз, тегін тренинг жасаймыз. Сосын ақылы тренингке алсамыз, партнер боласыздар. Партнер болық деген менің деңгейім емес, менде ақша көп десеңіздер, топтық коучингке келіңіздер. 2 ай жұмыс істейміз, 2 айда 3 сабақтан кейін бір жігіт 100 миллионға контрактқа жетті, даже миллиардқа жетті. Қазіргі сөзбен айтсақ, 1-2 айда 100 миллиондық деңгейге шықты. 3 сабақта. Бір жігіт 3 сабақта 10 миллион тапты. Екеуі де менің берген біліммен, оған дейін жасаған әрекеттердің нәтижесі емес, менің айтқан схемамен, менің берген біліммен 3 сабақта, яғни 1-2 аптаның ішінде біреу 10 миллион тапты, біреу 100 миллион тапты. Бергені 1-ақ миллион. Көрдіңіздер ме? Нәтижені түсіне көріңіздер. Тағы да түсіп жатқандар бар, 4 миллион, 5 миллион, 3 миллион, 2 миллион, оның бәрін айта берсем жылайсыздар. Сондықтан топтық коучингке келіңіздер, біз уже 2-ші потокқа қабылдауды, адамдарды қабылдауды бастадық. Топтық коучинг емес, жеке жұмыс деген келеді. Осындай квантик скачок дұрыстап үйретіңізші, осыны түсініп алайыншы дейтіндер болса, жеке наставничество деген бар. Ол тұрады 5 миллион. Осындай бізде воронка продаж былайша айтқанда. Сұрақтарың болса қоя беріңдер. Бүгінгі сабақ осымен тамам. Квантовый скачок 2-ші курсын осымен. Квантовый скачок 2 деген курстың соңғы 8-ші сабағын аяқтадық. Енді ары қарай тегін сабақ жасаймыз ба, жасамаймыз ба? Ол халықтың ықыласына, назарына, алғысына, осы 15 сабаққа көрсеткен құрмет, қошеметіне байланысты менде энергия, шабыт пайда болады. Егер сіздер мені құнсыздандырсаңыздар, немесе мені бағаламасаңыздар, маған внимание аз, фокус аз бөлініп, энергия аз бөлініп қалса, значит менде тегін ештеңе өтпеймін. Тегін сабақ деген сөз, ол халықтың бәрін тегіндік жаңағыдай бір халяваға үйрету, немесе барлық нәрсені тегін біліп алсын деген ниетте емес, тегін беріп жатқан нәрсе баланс болсын деген мақсатта. Бай мен байлар жұрттың бәрінің 1 миллионға, 5 миллионға оқи беретін жағдай жоқ. Сондықтан 90% халыққа, 99% халыққа сол білімді тегін беріп жатырмын. Дәл осы нәрсені 5 миллионда да айтамын, 1 миллионда да осы нәрсені айтамын. Бірақ ол жерде не? Внимание тек саған бөлінгеннен кейін сенде күшті результат болады тез арада. Сондықтан айырмашылық жоқ ағайын. Шын көңілден 15 сабақты оқыттым. Осы аз да болсын кішігірім еңбегімізді бағалап, қошеметтеп жатсаңыздар, бағалап жатсаңыздар, мен оған тек қана алғыс білдіремін. Сіздерге көп-көп рахмет. Сіздердің тегін сабақтың барлығы 15 сабақ парақшада тұр. Жақсылап қараңыздар, көздеріңізді ашып, іздеңіздер, сұраңыздар. Ел бар, жұрт бар дегендей
әйтеуір бір өзі бүйте қарасаң тұрады, көрінеді, тұрады ол бір тығылып жатқан жоқ осы жерде. Болмаса актуалкаға қойып қойған квантовый скачок 1-2 деп. Сондықтан баршаңызға рахмет. Осылай нашар сұрақтар қойып, кішкене мазаны алып болса да әйтеуір белсенділік танытып жатқандарыңа рахмет. Сіздердің бірінші рет көріп қалғандарыңа, үшінші рет көріп жатқандарыңа менің кінәм жоқ, мен өз әрекетімді жасап жатырмын. Сіз бірінші рет келіп тұрған болсаңыз, значит сіз енді дайын болдыңыз деген сөз. Енді дайын болсаңыз да ештеңеден құр қалған жоқсыз, барлық нәрсе тұр. Барлық нәрсе ештеңе өшірілген жоқ, ештеңе қалған, ештеңені тығып қойған жоқпын, барлығы тұр. Сол анау тойдан қалған сарқыттан жеп, ауыз тиіп отыра беріңіздер. Баршаңызға рахмет, энергиямыз тасып, нұрланып жанайық. Квантовый скачокқа бірге шығайық. Көп ақша табыңыздар, топтық коучингпен жеке наставничествоға жазыңыздар. Оған шамаларыңыз келмей жатса, хотя бы 200 000 теңгеге партнер болыңыздар. Топтық коучингтің бағасы 2 айға 1 миллион теңге. Группада 10-20 адам болады. Жеке наставничество 5 миллион 2 айға. Ол жерде жалғыз өзіңіз VIP кабинкада отырасыз ғой, былайша айтқанда. Бір столда 10 адам отырмайды да, VIP кабинкада мен тет-а-тет отырып сөйлесесіз. Егер ол екеуіне жағдай келмей жатса, бір шет жағасын көріп, бейт-бейт, әйтеуір айналаңызда жүрсек бола ма дейтін болсаңыздар, 200 000 теңгеден басталады айналада жүру. Сондықтан баршаңызға рахмет ағайындар. Алланың назарында, бақыттың базарында болыңдар. Квантовый скачок деген бұл Алланы тану, Аллаға жақындау, Алланы сезіну, Алланы жаратушыға шексіз алғыс айту. Осы нағыз квантовый скачок. Өмірде бәрі адамды, Алла тағаланы, қоршаған ортаны, жан-жануарларды, өсімдіктер әлемін, табиғаттағы барлық құбылыстарды, елімізді, планетамызды жақсы көрген кезде сіз не? Бүкіл әлемге благодарный боласыз, бүкіл әлемге алғыс айтасыз. Осы адам бүкіл махаббат бар жерде алғыс бар жерде міндетті түрде квантовый скачок болады. Күшті результаттар болады. Сондықтан осылай 2 сағаттай сабақ өттім, одан да көп болып кетті ойлаймын. Ровно 2 сағаттай болыпты. Баршаңызға рахмет, аман сау болыңыздар. Энергиямыз тасқынланып жанайық. Көп мұжымай квантовый скачокқа бірге шығайық. Бүкіл достарыңызға, WhatsApp группаларға барлық осы 15 сабақ таратыңыздар, бүкіл Қазақстан қарасын, бүкіл Қазақстанға мынандай білім жетсін. Бүкіл комментарийде өздерін дайректке жазыңыздар, өздеріңіздің алған білімдеріңізді, түсінген инсайттарыңызды, жеткен жетістіктеріңізді, квантовый скачоктан қандай нәтиже болып жақсылықты бөліссең көбейеді дейді, жамандықты бөліссең азаяды дейді. Сондықтан жақсылықты бөлісе беріңіздер. Жеке жұмыс істеймін, басқа да ұсыныс болса, бизнес ұсыныс болса, партнер болайық, бірдеңемді сатуға көмектесіп, или менде осындай идея бар, осы жағынан көмектесейік, или менде осындай ақша бар, қалай сізге пайдам тиеді дейтін болсаңыздар, инвестиция қабылдаймыз арасында. 5-6 айда бір қабылдап тұратынымыз бар. Сол инвестиция қабылдаймыз, ақшаңызды көбейтіп береміз. Біз жүрмей тұрған бизнестеріміз бар, жүргізіп береміз. Өтпей тұрған тауарыңыз болса, өткізіп береміз. Күйеу бала табылмай жатса, қыздарыңызға күйеу бала тауып береміз деп. Давай поженимся, қалаулым жасап жіберсе. Энергиямыз тасып нұрланып жанайық. Осы 3-ші рет айтып отырмын. Көп мұжымай квантовый скачокқа бірге шығайық.